Аха. Я обязательно мұздай болсыншы. Ана жігітті қазір өзің кіргізіп, есік құлтап ала салсын ғой. Иә, ашық тұр, жапқан жоқ. Астанаға не жаймен келдіңіздер? Мен Астанаға бізде сол 25 теңгеде робот ойнайды ғой. Шапағат ол жерде робототехник болады да, сол робот ойнағандықтан қазір бізді именно робототехника бойынша 5 мемлекеттен бүгін 11-нен 13-не дейін бір құрылтай какой-то мына экспоның ішінде жастар арасында. Соның ішіне келіп бару керек еді оған. Бару керек. Я ертеңде болады. Ана жер масштаб енді ужас екен ана. Нешеде болады? Азан сағат 9-дан. Ол жерде, короче, дрончиктер, кішкентай балдар, мектеп оқитын балдар, жаңа қандай робот құрастырып, конструктордан робот құрастырып, что-то там бір нәрсе деген сияқты дрончиктер, кәдімгі как проект сияқты сатады оны. Получается, да, бұл жерде жарыс кәдімгі. Жарыс қылып, соның енді ана басшысы мен келіскенбіз ғой. Сізге бартерға жіберіңізші деп. Сол роботтың ролін ойнайтынға роботты тартып алатындай ма? Иә, сол ана по бартеру сол именно оказывается бір роботтар бар, просто базовый деген сияқты да, стандартный движение. А бір роботтар бар, билейді, там амандасады, қорқып қалады, там не знаю. Эмоцияны береді, төбелеседі деген сияқты. Сізге қандай керек? Маған сол. Негізі сонда құны қанша оның? Ол білуімше ол алдыңғы жыл 20 мың, 25 мың доллар тұратын біреуі. Кәдімгідей сатып алсаң, полностью? Иә, сатып алсаң. И то оны жерде жаңа базовый комплектация деген сияқты программировать етіп, ол адамның да қолы керек та, джойстикпен оның управлениясы. Соған сөйлесуге келгенбіз ғой. Бір адам беріп, просто киноның ішінде жаңағыдай моменттер болады. Сіздерге сонда неше күнге керек? Бізде 27 съемочный күн болады, сахна болады, сцена деген ғой. Соған мен грубо бір 2 апта жүреді ғой біздің қасымызда, 2-3 апта. Ол сонда полноценный роль деңізші? Ол кәдімгі, полноценный роль. Ол жерде болайын деп тұр сондай. Олар бартерға келісті ме? Иә, сол келіскеннен кейін келіп отқан. Келіп, съемка. Сіздер ар жақтан бірінші келісіп, сосын келіп таңдап алу үшін келдіңіздер. Иә, келіп сөйлесіп, енді бетпе-бет жүздесейік, көрісейік деп, сонымен келгеннен кейін бір оқпен 2 қоян деп сағанды алдын жазып қойған жайым сол ғой. Болды. Қазір маусым ашар болып жатыр ғой. Иә, көріп қалдым кино маусымы деген кеше болды, қателеспесем, кеше жоқ, ол негізі 8 басталды, 8-9 тіркелу, 10-нан бастап ойындар жүріп жатыр ғой, редактура, ойын. Кеше просто нон-стоп болды. Үлкендер де, кішілер де барлығы ойнады. Қазір нон-стоп деп аталама. Біздің кезімізде оны жұмыртқа деуші. Жабық ойынды ма? Иә, кәдімгі фестиваль сияқтыша яичница дейтін еді. Бүкілі 148 команда кеп ойнайтын ғой. Ол ондай болады, ол первый тур деп. Бірінші тур, ол да болды. Просто ана кешегі ойын, ол кәдімдей андай жайдарман топтағы және қайттан оралған сіздермен жастылар да болды ойдың арасында. Сіздердің кішкентайлар ойнады. Вот сондай андай, как жабық ойын сияқты болды ғой. Ертең болады ма олар? Жоқ, бүгін балапан, балалардікі ертең 2-ші турдың редактурасы, енді 15 ғана болады. Сіз уже болды. Сіз вообще бармадыңыз ау сондай, е? Мен бұндай. Маған бері о, рахмет. Сіз сол жерде отыра берсеңіз болады. Қай тақырып аумағында айналасында? Оны қазір бастайын. Есікте болса шар жақтың, не? Жоқ, сіз ана жерде рахым отырады. Звук тыңдап отырады да. Бізде не жоқ? Көріп бедіңіз шаткаст? Мен нарезкамен. Толықтай көрмедім. Мен дайындамайым сұрақтарды. Вообще кайф қой. Әңгіме арасында, да, соның ішінен бір. Иә. Енді жайдарман тақырыбында бастаймыз. Әшейінде солай. Сіздің бойыңыз қанша? 1.91.
Тамаша. Мен 1,65. Кәдімгідей кішкентай екенбіз сіздің қасыңызда жаңа. Жеңшең 1,87 ғой. Әдемі. Иә. Менен кішкентай. Брачка жінче дейді бәрі. Брачка жінче дейді. Сондай болып қалды енді. Болып қалды емес енді бір жағынан ол да не ғой? Қайтып айтсам екен. Біздің атамыз сондай болған. Мен ақ қайталап отырмын ол кісінің несін. Именно Ара жасы қанша? 17 жас. Тамаша. Мен 17 жас арасы атам мен әжемнің. Әжемнің аты Мейрамгүл. Мейрам күні туылған. Бүгін келіншегімде дәл солай 8 март туылған, аты Мереке. Арамыз 17 жас. Түрі де, бойы да барлық по всем параметрам келіп тұр, короче. Батяларға айттық қой. Мен ағам осы жолы былтыр үйленді 93 жылғы, тоже 2006, 13 жас. Бірақ енді маған қазір айтады да, что там не істейсің? Мен білмеймін, садиктан қараймын ба. Бұрын защитный щит болатын ше, андай 97 мың ғой. Неге үйленбейсің дегенде, ағамды күтіп жүрмін ғой деп. Защитный щит жоқ, любой бір күн таныған адам уже сұрайды ғой, что там қашан үйленесің? Мазаны алып тастайды екен біраз. Сен өзің қай жылғысың? 97. 97. 28-ден. 29-ға бір айдан кейін. Қашан? Деген натуре сұрақ қойдыратын тема екен. Натуре. Давайте онда сол свежийдан айта берейікші. Вообще ол қалай ол мына қазақта жалпы ол сондай клише бар ма, неше жаста үйлену керек деген. Мысалы, сіз енді оны айта бере аласыз ба ол жайлы? Иә, смело айта бере аламын. Сіз енді бір үйленгенсіз ғой. Иә. Неше жасыңызда? 20 жасымда. 21-де уже үлкен ұлым болды. Сол 25 теңге деген киноны көрген болсаң, көрдім. Сол кинодағы алып қашқан жеңгелерің сол кинода да үйленіп, өмірде де үйленген. Бәсе алдынан осы сіз келет дегенге сондай сұрақ қойды да, алып қашқан қыз не болды деп. Акасы соны үйленді. Қалса 25 теңге екі демейміз, енді 25 теңге жалғасы түсіргелі жатыр. Сол жақта қазіргі 2006 жылғы жеңгеме үйленем. Тек кинода үйленем, өмірде де үйленем. Сондай принцип. Қалай? Өте ыңғайлы екен. Иә. Одан кейін кино түсірмеңізші десе. Че-то түсірген сайын үйленіп жатсыз десе. Иә, осылай. Ал екінші үйленгеніңіз неше жасыңызда болды? Екінші үйленгенім әлі 1 жыл болмады. 8-9 ай болды. 35 жасыңызда. 37. 37 жасыңызда. Иә, қазір 89-ым, 37 жасымда 3 күнде үйленіп кеттім. Қалай саған? Ол қалай ол? 3 рет кездесіп? 3 рет кездесіп, мен сөз салып, и дальше үйленіп кеттім. Сол история, короче, былай болды. Есімі Мереке. Иә. Есімі Мереке. 8 наурыз. Иә, 8 наурыз Мереке. Бұл мен айтпағым, үйге келген кезде сол кісі үйге келін болып түскеннен бастап, тек үйде той. Былайша келген кезде тек үйде расход болады. Ну, в хорошую сторону, да? Қарындасымызды ұзаттық, жаңағы әкемізге де жаңағы медальдар, төсбелгілер, жаңағыда енді үйге Мереке болып келдің дегенге, действительно. Танысқан күніміздің өзі 21 декабрь. 21 декабрь әкем 25 жыл ма? 25. 25 жылы таныстыңыздар ма? Иә. Қойыңыз. Жоқ, қателесіп. Ой, 24-тің. Иә, кейін. Бір айғына общеміз. Иә. Декабрьдің 21-і әкем 60-ға толып, біз үлкен той бергелі жатқанбыз. Сөйтіп не керек, обед уақытысында, енді болады ғой, достарыңмен барып тойханаға жаңа сусындарды тасыйсың, апарып тастап, и мен барберге бару керек болдым. Қасымдағы досым айтады, жүрсей, біздің класстастарымыз бар, менің Данияр деген бауырымнан көріп қалса, саған үлкен рахмет айтам ғой, жеңгетай болып отқан ғой енді сол моментте. Қоймайды бір жерге, болады ғой, бір корейский, бір сондай анясама деп деп студенттер жүретін, жаңағыда кішкентай қыздар жүретін деген сияқты ше. Біз баратын жердің бәрінде пиво болу керек деген сияқты. Сонымен не керек, қоймай апарып, жігіттермен де кешке той. Мен шашымды тістеп үлгерген, ой, жүрші бір андай сорпа ішеміз да, кейін бара бересің. Сөйтіп барсам, отырсам, 4-5 қыз отыр, жаңағы досым, класстас сыныптасым ғой, Данияр деген айтады.
брат, срочно ана қызбен танысшы дейді. Ол қыздар кім болып келіп тұр сонда? Кім Ол арқылы? просто кафенің ішінде бөлек да орындықта вы отырған, өзінің құрбыларымен отырған Қыздар. Біздің достарымыз кеше бір күн алдын жақсы күн болған, и өргеге рамен ішуге келген. Тамаша. Иә, острыйнан ішегенде. Сол жерде ішіп отқанда, и маған досым айтады ғой, досым, ана қызды қарашы дейді да, че там десем, орнынан тұрған еді, кока-коланың холодильнигін көрдің ба дейді. Иә дедім, сонымен бірдей болып, брат, сенің размерің дейді. А мен де сыныптастарым арасында ең ұзыны, біз андай эльф болып жүретін ең ғой. Сонымен танысшы. И сол жерде таныстым. Сол жерде Инстаграм директ алып, енді фоткалар жасадым, мен танысуға керемет екенсіз, киноға түсесіз ба, алмау деген енді. Қалай батылдық алдыңыз? Мен кішкене не қылмаймын. Ондай вообще болған жоқ па ешқашан? Иә, мен болған жоқ болғанда, мен көп қыздармен таныса бермеймін. Былай қыздармен дос болып араласамын. Бірақ таныса бере аласыз. Иә, брат, ешқандай арам ойыз деп. Қыз болсын, ұл болсын, андай бәрібір. Жоқ, бірдей, маған бірдей болатын. Енді мерекеден кейін уже болды, бірдей болмай қалды. Сөйттім да, осылай танысуға болады ма? Иә, директ алсақ болады ма деп переписка жасадық, кешке жаздым. Кешке Инстаграмға жазып болғаннан кейін ертесі күні той өтті. Тойдан кейін ертесіне кездесуге шақырдым. Кездесуге шақырған кезде сол кезде айттым енді. Жігітіңіз деп айта алмаймын, ухаживать етсем болады ма? Я, мүмкін ұнамай қалармын. Жасыңыз айттыңыз ба бірден? Ол енді ол кісілер біледі ғой енді. Таныс енді по-любому біледі. Сөйттім да, жарайды деді бір моментінде. Хорошо, жақсы, керемет. Ондай кезде андай боласың ғой, білесің ба? Доброго времени. Деп өте бір галантный болып отырасың ғой. Қаяқтан білесің андай екен, жөнім алдан қалды. Өзі айтады, ләсе бұндай бізен ғой дейді ғой. Өмір алдамшы деді. Сөйтіп болған кейін ертесіне караокеге бардық. Ертесіне караокеге барған кезде айттым, мен ухаживать ете алмайды екенмін. Екеуіңіз ғана? Екеуіміз-ақ. Базаршы. Ухаживать ете алмайды екенмін дедім. А че деді, жігітіңіз болады екен. Я так решил дедім. Честно, да, мен ухаживать ете алмайды екенмін. Үйттік, бүйтік отырдық, я үйіне шығарып салдым. 3-ші күн болды. 3-ші күні мен айттым, мен қатты ойландым дедім. Деді, мен қыз жігіт болып, қолымызға бітіп, андай не еді, шарик ұстап алып, ватамен паркте жүруге менде уақыт жоқ, серьезно айтайын. Мен үйленемін, до конца бара аласың ба дедім. Бара аламын деді. Анда прям болады ғой. Четко сөйлеп тұр. Да, четко, да, нет. О, короче, конкретика. Точно, до конца ма кеттік па, еркекше ма дедім. Қолым тақ, еркекше берді. Все, дедім. 3-ші күні болды, мен саған үйленемін дедім. Уже 25 декабрь. Ары 5 күннен кейін уже жаңа жыл. Жаңа жыл күні үйіне бардым мамасымен танысуға. Прям жаңа жыл күні дастархан жайылды. Сізден қанша жас екен арасы? Заман құрдас қой. IQ-ларым сәл бірдейлеу десе. Бірдей өлең тыңдағансыздар деген. Иә. Мен енеме респект кәдімгі. Жоқ, айтыңызшы, неше жас үлкен сізден енеңіз? Енем менен 9 жас үлкен. Тамаша. Тамаша дейм ба? Ғанибет. Ғажабы бар қасында. Шошымадым ол кісілер. Мам деп айтуға да кейде аузым бармай қалады, себебі менің руымнан да еще бір кесалады. Әпке, мам оқады. Мам, әпке көріп отырсаңыз. Жақсы көрем, айла берсін. И сөйтеміз да 30 күн танысам, дың танысам да, сол жерде айтам, мен... Шошымады ма? Жоқ, шошымады. Как она есть енді айттым, мен бір косягым бар дедім, я не идеально дедім, но мен айтам дедім да, мен жасырып алмау деген нәрсе жоқ дедім. Бір үйленгем дедіңіз. Айтқан жоқпын. Я боялся потерять, честное слово. Мен жоғалтып алам деп қорықтым да. Қызда да... Мерекедегі айтқан жоқсыз. Ол кісілер бәрін біліп отыр ғой енді. Инстаграм бар, не бар, енді кішкене көргені бар, әлеуметтік желі бар дегендей. Сөйтіп ол кісіні келіншегімді үйде қалдырып, мен өзім үйіме келем. Папа мамаға айтпағам, олар білмейді. Келем да дың батя, бізде батя өте строгий адам. Ол негізі, ол соғыс заманында туылу керек адамдар болады ғой, андайшы. Артық сөз жоқ па? Сәл битіп қалған нәрсеге выговорно дейтін сияқты ше кәдімгі. Стол басына отырады, көке таныстым, осында қалай таныстым? Так, мамасымен үйттім, бүйттім, ана так стоять деді. Деді. Айттың ба, то что есть одна ходка деді. Бір ходкың бар екен, айттың ба деді. Жоқ дедім. В смысле жоқ дейді.
мен я не хочу сенің кесіріңнен ертең құдағилардың алдында тәтшайы болады, не болады, мен кәдімгі мыңқ осындай болып қалып еді, мынандай еді деп мен мыңқиып, мен басым салбыратып отырғым келмейді алдында. Еркексің ба, қазір барып айтасың. Хорошо, қазір сені жақсы көріп тұр. Үйленіп болдың, сен айтпадың. И ол сен жайлы ойы өзгеріп кетсеші. Сен осы бастан өтірікші болып кірейін деп жатсың ба ол темаға? Жөн дұрсаң ба? Да, ол по факту да айтып жатырмын ғой, ол андай еркек по-мужски да, еркекше рассуждать етеді. Короче, айтсаң қазір айтасың. И көнсе қызды алып келесің. Айтасың, көнбесе стоять деді. Тура сол киіммен. Қазір. Жана шығып қайттан бардыңыз ба? Қайттан бардым. Мереке шықшы өтініш бір әңгімем бар. Мен оған дейін айтатын әңгімем бар. Мен дайындап келдім. Болады ғой, кішкентай кезде сүндетке отырғызатын кезде біз дайындайтын еді. Пштыргенский жасайтын кезде ана бір үйге көрдің ба? Күшті көп ақша береді. Көрдің ба? Мынандай киім береді деп жай дайындады ғой. Дәл сондай дайындалып бардым да. Айттым енді. Кешіріңіз. Осылай жаңағы дедім. Кішкене бүйтіп батылдығым бармай буксовать етіп мыңқ осындай болған еді. Осылай деген. Сөйтіп бастап аттыңыз. Иә, мен деп отырмын. Маған қызық емес деді. До этого момента не болғаны маған қызық емес деді. Қазір біз жаңадан бастайын деп отырық па? Сен жаңа нүркенсің ғой мен үшін деді. Ол бұрынғы кездің бәрі, прошлое мне не интересно деді. Серьезно ма дедім. Не қылған понятие ол 2006 жылы. Ол қыз, ол үйінде ерте жұмыс бастаған, ерте есейген, ол жаңағыдай да, үйдің үлкені помогала да, мамасына көмектесіп, сондай движениеде жүрген қыз болғаннан кейін, ол ерте есейген. Онда күшті. Сөйтіп, все хорошо дедім да, бум. Біздің үйге кеттік үйге. Әлі шешесіне айтқан жоқсыздар? Шешесіне айтылған жоқ. Қызыл қазір өзім айтам, кішкене реттей бер деді. Фук, біздің үйге алып келем. Шешең в курсе ма? Иә. Нүркен қинаған жоқ па? Мамам мені отговаривать етті. Мен 10 жыл бөлек жалғыз тұрған адам, енді любой ата-анаға бір алып келесің ғой, мына келініңіз деп. Уа деген болмады. Стой, жас қыздың өмірін құртып қоймаймыз ба? Сен жақсы ойландың ба? Ана жақты сен надавить етіп атқан жоқсың ба? Ойлан, оның мамасымен бір жолығып алып, точно ма, қызыңызды беріп атсыз ба? Ойбай-ау, кішкентай қыз, ойланыңыз, дүк-дүк. Қыздың өзінен жеке қалып қойып, келінімен қызым, шынымен ойланшы, мен әлде де ойлан деген сияқты. Иә, келін болғысын қалап тұр, бірақ жаңағыдай да енді үлкен, жас үлкен, осындай историясы бар. Иә, әрине. Да, деген ертең кінәлі болып қалмайықшы, ертеңді ойлайықшы деген нәрсемен барлығы обоюдно, алып қашу ондай еш нәрсе емес, кәдімгі сырға салып, төс жеп, рұқсатын алып, официально, битіп есептегенде 3 күнде, короче, осындай решение алып үйленіп кеттім. Әдемі? Жағынан сүйдірсің? Рахмет, да, нет қой, короче. Ешқандай қиындық болған жоқ? Ешкім ренжіген де жоқ, вообще, ме? Ешкім ренжімеді. Даже туыстарынан бір ауыз сөз ондай қисық естімеді. Бәлкім болған шығар. Сіз естімедім. Мен жақта да болған шығар, мен де естімедім, ол да естімеді. Ал достарыңыз арасында? Достарым арасында наоборот андай. Қалай бұл, бля, деп көтер ашып кетті десең. Достарым красавчик. Красавчик. Бәлі. Мен еще анау, біздің кругта. Бәрі әзіл қойма. Ерлашқа кетті ғой. Біз алдыңғы кругым сол ғой. И олар не әйелдер бәр жаңа. Әйелдеріңдерші әзіл қойын 86-85-тер ғой. И вообще сол кругқа әйелдермен тойға барып қалған кезде олар что-то бір ауру жайлы әңгіме айтады. Мына дәріні алыңдар. Отырып қалсаң же балаңа супрастин бір нәрсе деген сондай әңгіме да. И мен орда бітем ғой. Әйелдерің ауырады ма? Немен дейсің? Ана енді әзіл әріде дос болып араласаңыз ғой, ананы деймін ғой. Жалпы балам, андай сөзден ұтылып қаласың ғой. Қатын қай жылы ба? Дейсің да, уверенно тұрған екенсің, мына жерде қасында 18 жасарыз деді, что-то деді. Чисто сондай по приколу сол моменттер кетеді. Ал мереке қалай қабылдайды ондайды? Мереке әзілді ары қарай ұштастырып алып кете ме? Әзілді өзі
қабылдайды да ұштастырып та алады. Иә, біздің ортаның барлығы енді өзің сияқты өнер азаматтары. Ол мен қасыма келгеннен сондай да. КВН болсын, әнші болсын, не болсын, и бізде ден дұрыс әңгіме айтылмайды ғой, мойындаңдаршы, мына камераға тіке қарап айтыңдар, жекеде қалғанда. Вот көбісі андай ойлайды, мысалы осы әңгіме артық кетіп отыр. Жоқ, бізде андай өзі ортасы жиналса, одан әрі сұмдық әңгіме. Бұл біз себебі оны барлығы түсінеді. Да, бізде андай ешкім ренжімейді ондайға. Жоқ, ренжімейді. Ана мықты шутка айтсаң, самоирония жақсы. Мал дейді да, мысалы. Жұрттар мал десе ренжіп қалады, бізге ол красавчик деген мағынаны білдіреді да. Оценка ғой. Иә, сондай сияқты нәрсе. Тамаша екен. Иә, ол да өзіне прикол. Ол маған прикол ұстайды. Да. Сіз қойсаңызшы дейді бір моментте, неге десем, сіз 60-қа келесіз ғой дейді. Иә деймін. Мен 37-те болам ғой дейді. Аха десем, көтін дайыр балам ғой дейді. Осы бастан сояқты ойлайсыз. 70-ке келсем, значит 47-те болам. Бәрібір көтін дайыр балам дейді. Хорошо дейді. Жосы жаңа айтып отырсыз ғой, мереке есіміне сай болып келді деп, иә. О, рас, мен сізді, например, сіз әлеуметтік желіде де осы историядан кейін ғана танымал болып барасыз да, қайтадан міне, мына кісі бар екен ғой деп, андай көбісі сөйтіп қабылдап отыр ғой. Мүмкін, олай да шығар. Оған дейін рас бір уақыт тек тоймен ғана жүрдіңіз ғой. Жоқ, сіз мен жайлы... Онда мен көрмеген болыңыз ба? Иә, сіз көрмегенсіз, порно көре бермейік, кішкене басқа да нәрсені қарап тұрыңыздар. Мына көрдім, бір өзіңіз тұрады екенсіз. Мына студияны нені көріп отырмын ғой. Негізі біз кухняда отырмыз, ағайындар. Иә, мен просто ол 2014-тен кейін, мен 2009-да КВН тоқтаттым, 2014-терде мен кішкене денсаулығым сыр беріп, мен 2019-ға дейін, Құралай мен Анарбекова Алишер Утевтің Ва-банк деген киносына дейін, мен 6 жыл, кішкене жоғалып кетіп, сондай момент болды. Бірақ 2019-дан бастап, қазіргі уақытқа дейін, Құдайға шүкір, бір 10 шақты толық метр, 20-30 сериалды ұрып тастадық. Сіздер просто айтып отырмын ғой, жаңағыдай ғой, pornhub.com деген көре бересіздер да? Кішкене кинотеатрға барсаңдаршы. Болды. Давайте онда сол Жайдарманды бір шолып өтейік. Қалай бастадыңыз сіз? Алдыңғы қатарларды ойыншылардың бірісіз ғой? Мен 2000 жылы бастадым. Мен Шымкентке келер алдын Алматыда бастағам. Ол кезде Әзімхан Айтина апай, марқұм Алматай апай. Алматыда бастадыңыз ба сіз? Мен негізі алматинецпін. Да. Шымкентте туылған, бірақ садиктен бастап 8-ші классқа шейін Алматыда өскен боламын. Бірақ барлық команда Шымкенттің атынан болды. Иә, мен Шымкентке дейін Алматыда ойнағам. Мен көстюмесіндерге қарсылас болып ойнағам мектепте. Ол кезде Есенаға редактор болатын. Иә, Есенаға блокнот қыстырып алып жүретін. Ол кезде Есенаға президент емес еді. Ол кезде Алматай апай. Әзімхан жүргіздіретін Айтина апай чікінай деп. Сол кісі 2000 жылы сол Алматыдағы мектептен бастадым. Алматыда 141-ші мектепте мен болады ғой, әр класста бір конченный бір класстасың болады ғой, который погоняла қояды, анау бір шұқыланып қалған. Күндердің күнінде сабақтан қашып жүргем. Реально сабақтан қашып жүргем, келді да, КВН ойнайсың ба деді. Сол конченный бола ма? Мен конченный. Я про себя сейчас говорю. Мен сонда қышыма кричка қоя беретін болған кейін, сабақтан қашып жүрдім да, жаңа досым келеді да, КВН ойнайсың ба дейді да, не ол деймін ғой. Лишь бы сабақтан кетіп қалу ғой, любой андай. Мен ол кезде андай қыз сыны болса, қыз сынына қатысып, бір бәле жігіт сұлтаны болса, жігіт сұлтаны, короче, бүркітті ойнайсың, қасқырды ойнайсың деген, мен садиктен бастап сондай. Менсіз мероприятие өтпейтін. И сөйтіп ойнайсың ба деді, ойнаймын. Не ол? Бірінші андай ғой, решение қабылдап қоясың да, кейін сұрайсың ғой, ойнайсың ба, ойнаймын. Не ол КВН деген? Кейін көрсетеміз. Бам-бам-бам, бірінші сахнам есімде АХБК. АХБК деген сахнам, ностальгия болып кетті ғой қазір. Сол жерде... Ол қалалық па? Ол мектепаралық. Мен сол жерде бірінші ойын өтпей қалам. Болғанда кішкене освоение ғой, не бұл КВН деген? Есімде Кеша. Біріккен ұлттар ұйымында Кеша екеуміз бірге ойнайтынбыз. Еркебұлан. Кеша, иә. Одан кейін сөйтіп жүрдік та, мектепте ойнадық. Мен екінші ойында уже залға кіре бастадым. Бұрқ.
Плагиат. Плагиат емес, жоқ, біз шығаратын, бізді дайындайтын Елең Жылаң деген команда болатын. Бәсеке, Елең Жылаң, Казатка, Казгаса, Агу, Ату университеттеріне ойнаған. Ну, наемный болып ойнаған мен. Кішкентай баламын. Оқушы болып жүріп? Мен оқушы болып жүріп, мен университеттерге ойнайтын. Ату, Агу. Ол кезде Нұрлан мен Мұраттың лигасы болатын. Иә. Жаңа аулап алды махаббат. Нұрлан мен Мұраттың кәдімгі Роза Рымбаевалар КВН ойнап, Нұрлан Абдуллиндар жюриде, Сәкен Сейфуллин дейін деп отырмын. Сәкен Жолбарыс барлығы, Орда тобы, сол кездегі үлкен даже қандай өнердегі сахнадағы әпке ағаларымыз бар. Барлығы шығырмадан шығып, кіріп, кәдімгі КВН ойнайтынбыз. Мен сол кезде Дәурен Айдарқұлов есімде ол кезде ойнайтын 2001 жыл. 2001 жыл, кажется. Республика сарайында болған. Ату. Абай атындағы университет, Ату ме? Технический. Сол университет. Алматы. Алматы. Сол университеттің атын ойнайтын, нархозга ойнайтын, Казатка, Казгаса. Сөйтіп өзім Шымкент... Жазып жүрдіңіз ба өзіңіз? Мен отыгрыштың. Сіз тек актер болып жүрдіңіз? Мен добивкам, кейін келе уже импровизация ашылды. Кейін келе бере тычка қосылу деген дүние ашылды. Функцияларымыз ашыла бастады. Шымкент есімде сол кезде Көстемесін командасы енді Айбек Пракаш, енді Айбек болған, Марат Достаев жоқ, кажется. Шапағат бар. Солар келіп мектепаралық жарыс болды. Сол жерде де қарсылас болып ойнағып, кейін уже мен отличник болатын, мен олимпиадник болатынмын. Азар жоқ? Менің атым Қожа сияқты ғой, андайша. Конченый. Конченый да, бірақ бұзық, бірақ сабағын жақсы оқиды деген сияқты. Ағылшын тілінен олимпиада, қазақ тілінен олимпиадаға қатысатын. И бізде мүмкін ол неден шығар? Әкеңізден қорыққаннан шығар? Себебі әкем де журналист, мамам да журналист, ол кісілер жаңағыдай библиотекадан қуып жіберетін ол кісілер. Сөйтіп жүріп, мен жақсы оқып жүріп КВН дегеннен кейін білесіңдер ғой, уже лағу басталды, внимание, звездочка, алма. И сөйтіп бір сабағым 3 болып қалды. Физика. Қателеспесем. И то апай болады ғой андай. Иманқұлов тұр, мен сен құлатам деп, на принцип просто сөйтіп қойған. Айтпесе, мен мектебімнің чемпионымын. Мен мектепте чемпион, мен кубок алып келем. Мен мектептің атын шығарып отырған активистпін сол кезде. И папа білетті, 2003 жыл есімде. КВН ойнамайсың дейді. Мен сенің 2 аяғың бір етікке тығам. Сабақ оқисың. Алматыдан мені аңыратып, кәдімгі жандай жылатып Алматыға алып кетеді. Себебі бір күн алдын алып кетеді, ертесіне финал, ойлаш. Мен до финала шел, мен за команду топил. И 9-шы мектепке алып келеді. Шымкентке. Папа қаяқтан білсін? КВН-нің отанын алып келеді. Ол кісі ойлады ғой, КВН-нен шығарам, қасымда сабақ оқиды деп. Тіміскіленіп жүріп, мектептен команда бар ма деп. Багажбен келгесің ғой, бүкіл плагиат. Ойбай, Алматын плагиатымен келдік та Шымкентте, бері. Сөйтіп жүргенде Айса КВН командасында, жастар сарайында ойнап жүрген кезде Сичан мен Арслан. Ол кісілер сізден үлкен, жас? Ойбай, 82-лер ғой олар. Мен КВН-дегі ең молодой ветеран, біз Азамат екеміз, Көстемесіндегі Азамат, сол заманнан келеді. Ол кісі кәдімде көрінетін жас екен. И мен. Сізден мүмкін бойыңыздың болса көрінбейтін. Көбісі ассоциацияндай болатын, сол Дәнекер, Сичан братандармен бірге жүріп, бірге ойнап, бірге мысалы өскеннен кейін қатарлас, деңгейлес деп ойлайтын. Мен жасым кіші. 7-8 жас араларыңыз. Қайда, кішкентаймын ғой мен. Мен мысалы шапағатына кімдер, Мараттар, олар 85-тер. Соның өзіне мен кішкентаймын. Просто документ бойынша кішкентаймын. Удостоверение бойынша, камера қарап қойды. И сөйтіп жүрген кезде мен сахнаның артында енді опять же бағанағыдай ғой, анаған прикол, мынаған, әңгімемен бұрқ. Арслан келеді. Сен бала, жаңадан келгенсің ғой, сен Шымкентте көрінбегенсің ғой, сен қайдан келген баласың? Чөт келгенсің, ойнайсың ба Аясаға дейді. Мен шакал болып жүрген кез, ондай қай жақтан предложение түседі екен деген сияқты шандай. Танитынсыз бе сол команданы? Мен білмеймін. Мен Көстемесінді ғана білем. Алматыда көрген. Себебі келген көрген, олар ол кезде енді капец андайлар ғой. Олар собраны уже. Собраны, мен битвандай деп қарайтын кездер ғой енді. И жарайды ойнайын, все деймін, Сичан, Аясаға ойнайын, мен прикиньте университетке ойнайын деймін. Араға 2 күннен кейін мектепке
Марат Достаев пен Әлім деген бауырымыз бар, біз оны Мамонт дейміз, кешір Әлім. Екеуі мектепке келеді, сөйтсек, Айтина апай айтып жіберген екен, Алматыдан Шымкентке бір КВНщик кетті. Конченый пағына. Кетті. Талантты. Жоғалтып алмаңдар ана баланы, жоғалтып алмаңдар. Просто мына жерде бүйте салайыншы, біреулер бар ғой, өз подкасттардан не деп отқан кезде өзін бір тек жақсы қырынан көрсетіп, тек бір андай деп емес, бұл жердегі подкаст чисто как она есть әңгімемен, чисто сондай, ну, міне сіздің камераңыз. мынау ма? Хорошо. Чисто осылай. Андай кәдімгі әңгімемен, свободный әңгімемен деген сияқты. Жаңағыдай конченый анау-мынау деген әңгімені впрямую түсініп қалмаңыздар да. И сөйтіп Марат Достаевқа айтқан екен, Нұркен деген бала кетті. Алыңдар командаға, ана жоғалып қалмасын. Ана Алматыны мен орақпен орып кеткенмін ғой, бүйтіп кастетіп кеткенмін ғой. Алыңдар ана балаға дейді. И келеді да, мектептен сабақтан шығамда айтады, көстемесінге ойнайсың ба дейді. Мен Алматы Айтина айтты осылай деп. Мәке мен Айса уже кеше ғана менде сондай принцип бар. Мені Шаншарға да шақырған, Тука кеткен кезде. Мені сатып ағаларда тамашаға неге шақырған нелерді көріп ойнап. Мен ол кезде жайдарман, мен жайдарманшымын, жайдарман. Нет, я своих не предам деген бір андай. Қал қойды ма? Менде сондай нәрсе қалатын да, за команду, за друга деп қалып кете беретін андайша бір позицияда. Бір беткейлік. И сөйтіп мен айтып қойдым ғой. Айсаға мен айтып қойдым, Сейтжан Арслан братындарға, мен уже ұят болады ғой, қалай ол деп. Бірақ ол кезде енді көстемес по-любому уже аты дүркіреп тұр. Көстемесін, это. Ол бірақ Техаста мықты. Енді біз 3-ші команда болатынбыз, оны мойындау керек. Айса 3-ші команда болатын. Шымкенттің ішінде де, Қазақстанда да. Біз ол кезде 4-ақ команда болатын еді ғой. Аграрлық сарбаздары, Тұрсынбектер. Техас, Абайлар, жарастар, көстемесін Мараттар, Айса біз Сәкеңдер, Сейтжандар, Арсландар. 4-ақ команда жарысатын еді ғой. И оның 3-еуін біз алатынбыз. 1-2-3-ті. Тұрсынбектер 4 алатын. Ну реально ғой, енді 3 команда Шымкенттен еді да. Кейін уже команда көбейе бастады ғой, жай деген сияқты. И сөйтіп мен Айсада қап қойғам. Көтені машиды сәл десіңе. Ойнап айтам, братандар, ойнап айтам. Сөйтіп Айсада ойнадық. Ойнап жүрдік 2005-те біз Айсамен уже ол кезде де дәл солай ғой. Үйден бүкіл Айса кеп пападан сұрап кетеді. Енді ойлашы, Алматыдан мен Шымкентке сабақтан көшірген адам, мына жақтан да КВН тауып алған бұл деп. И жаңағыдай. Ол кісі сонда неден қорқады? Оқу бітіре алмайды деп, Оқы. Ол өзі телевидениядағы жүрген адам. Ол кісі 24 жыл хабарда істеген адам. Кім бұл? Журналист Әбдез Рахманұлы деген кісі. Ол 24 KZ-ның редакторы болған адам. Хабардың аналитикі болған адам. 2 каналдың редакторы болған. Скажем так, өнерге жақын, бірақ әзілден алыс. Ол да өнер ғой, ол телевидение. И ол кухняны біледі ғой. Өнерді біледі. Содан кейін оқыш балам, оқы деген позицияда қалғанда, мен даже мына 27 кинолардың барлығына мен қашып жүріп түскем. Мен Айса мен КВН-ге... Қарайсаш, ана кісі бейтіп көтерілген кезде, замечай, басы қиылқамасын, болды, кешім сұрайым. Мен Айса КВН командасында 2 рет папа құттап отқан кезде Астанаға қашып кетіп қалған адам. Шын айтам. Мен метрикамен жүрем, бойым ұзын метрикамен жүрем. Қандай наказ болатын ол үшін? Наказ мамам жақтап алатын. Жыны басылдау деген кезде қайтасын ғой то. Или сәл под шофе жүрген кезінде кеп қалып, шандай, енді любой удобный, удар алмайтын моменттерге келесің ғой енді, ол яғни. И сөйтіп, енді үйге 15 адам келетін ойлашы, Сейтжан, Бақберген, братан, Арслан, бәрі үйге келеді, Әбдез аға шығасыз ба, баланы жіберсеңізші. Мен де ояқта добивщикпін ғой. Сіз тоже никак. Ол жерде енді, былай, и всегда, жоқ, нет, дейді да, енді любой батянда ғой, 15-20 адам кеп тұрған кезде. Ладно, барып кел. Соңғы рет болсын, қояды енді анау. Бәрібір ғой енді, білесің ғой, батялардың жаңағы строгость жібермейді ғой. Деп қоямам, может, Сейтжандарға білмеймін ғой, енді қарап жүріңдер деп. И олар кәдімгі под ответственность өзіне алып кететін. Біз жауап береміз. Міне, қасында жатады, шыққа кетпейді, қолынан ұстап жүретін мен.
Шын айтам. Енді өзім ойлашы 8-ші класстың баласымын да, олар студенттер не енді о жылдары кішкене андай. И сөйтіп постоянно сөйтетін. 25 теңгедегі түспейсің киноға. О кезде үй салып жатқан кезіміз есімде. Сол киноға түсетін киімдерімді бүйтіп андай шлакоблок бір-бірлерінің арасына тығып қоямын. Қарауылым ғой енді. Ана жерде құрылысшылар қалатам. Қандай yaxshi боятты ма? Мамына апалып күні мамына қақып қоямыз ба? Ана мына батя кеткен кезде. Ішқылауырларың мен қазір. Кино басында шапағатқа, братан, баратырмын мен түсемін де. Түсем, түсіп болғаннан кейін қайтадан жаңа кір стройкасын киіп алып, құрылысшыларға қарап отырып сөйтіп түскем. Мен жалпы өнеріме қарсы адам болған. Әлі де ме? Әлі де қарсы боп, осы соңғы бір 2 жылда. Ойлашы, мен 2000-нан 35 жасыңызда ғана ма? Я. И то. Неге ол кісіге ондай қатты өтетіндей не кухня көріп тастаған екен ол кісі? Ойбай. Ол кездің кухнясы түсінбейтін бардак педі. Иә, өте. И жалпы өзі енді ол кісі жаңағы енді саясатта да болды, телевидение, ол кісінің араласатындары жаңағы сондайлар ғой енді әкім, депутат, министр деген сияқты әңгімелері де соответствующий болғаннан кейін біздің бір рет КВНімізді көрген бұл. Біз деген жеңіл әңгімелерді айтқанбызда. Сен мен балым емессің. Не жеңіл әзіл. Ол жазушылар одағының төрағасы болды ол кісі. Журналистер одағының төрағасы болды. Ол сөз саптау, сөздің ауырлығы, сөздің астары, сондай моменттерге қарайтын адам ғой. Нұркен, көтөніңді көтер дүкенге деп андай деп сөйлейтін адам ғой имем мынақта. Жаңағыдай, прикинь, нефтем, барғанда келгенде деп отқан кезде мына жер тартылады да ол кісінің сөйтіп. Сөйлесең таза сөйлемейсің ба деп отыратын болғаннан кейін, наверное, сол жеңіл әзіл ұнамайды ол кісіге. А өзіңіз үйде өздеріңіз болғанда әзілдей аласыз ба ол кісімен? Ойбай, қаяқтан? Жоқ па? Мен не үшін шыққан кезде осындай жерлерде активный болам, үйдегі ана бүйтіп қысылып деген нәрсені сыртқа шығарасың да, шығарып оласың. Үйде жоқ, үйде по делу. Расслабиться, мен битіп отырамаймын үйде, мен саған айтайын. Мен диванда жатамаймын ол кісінің қасында. Ал анаңызбен? Ол кісімен. Ана кісіге бір. Енді любой мамашкамен білесіңдер ғой енді. Сол кісі әйтеуір защита ма? Сол ортада защита. Таяқ жейтін де мен кесірінен сол. Қорғап алатын да мама, рахмет. Байғұс мә. Не көрсетпедік. Натуре. Әлі де көрсетіп келатыр қой жаным, мам. I love you, мам. Ал ақылдасқанда бір үлкен мәселелерді? О кезде қалт дірілдеп, соңғы 1 жыл болды мен сендерге шынымды айтайын. 1 жылда мен айталып, қорғап алып, өзімнің ойымды осындай нәрсе дей алып атқан осы соңғы 1 жыл, и то әлі жылға толған жоқ. Простой пример, сен бір күні Шымкентке келген кезде үйге келші. Мен достарымнан, любой КВНщик, любой ағалардан сұрашы. Рядом с ним невозможно сидеть просто. Мысы бар ма? Мыс ауыр ашандай. Просто так отырамайсың. Ол даже анау бүйтіп қолында хабар деген микрофонмен біз көргенбіз ғой енді андай. Пәленшет деген осындайда. Бір сұрақтың ішіне 7 сұрақты бүйтіп тығып жіберген кезде ше андай қайсынан жауап береді, шатасып игра слов қой. Сол себепті сондай. Ол кісімен кішкене оболочкасы ауыраса. Сонда оған дейін тек шешеңізбен, анаңызбен ғана ақылдасып жүрдіңіз бе? Через. Или папаның інісі бар. Туған інісіне бар. Ол кісімен нормально. Ол кісімен. Братан, косяк тамын апшық дейсің ғой. Анау естімей қойсыншы, пожалуйста деші. Ол да келеді. Жеңгем айтты ғой сен, батяң біледі деші. Мен саған больше айтайын. Жеңгелеріміз о кезде домашний телефон болатын ғой. Звондап қалады ғой, папа иногда алып қалады ғой. Да деген кезде қойып қояды. Ойлады, туған ағалары, туған інісі қазіргісі, мысалы уже 55-56-та да папаның алдында бағанады. Әбеке идея мынандай болды. Ана плоскоусты ашып жіберіңізші. Плоскоус емес. Плоскогубцы немесе пассатижи. Сөйлей алмайсың ба? Сөйлеме.
И туғаныңызды ойлашы 55-те бір күні бітеді. Әбеке, ана не машинаның несі валиометрін ауыстырдың? Валиометр емес, валиометр. Сонысы да. Соны тіл тазалығына қатты қарай ма? Мен мынандай жағдай болады, мен саған айтайын, хабар қарап отырамыз ғой. Кеш сағат 8-де басталады, хабар, нечаянно мысалы сен интервью беріп тұрсың да осылай, бірақ астына Иманқұлов Нұркен деп мен қателесіп жазады ғой, хабарға звондайды ғой. Қазір орысшаға шығады ғой анау. Кім қарап отыр ана редактор? Кім анау? Анау Иманқұлов Нұркен емес қой, ауыстырыңдар, қазір орысшаға кетіп қалады дейді. Сағат 9-дағысын күтіп отырасың ғой дейді хабарды. И Нұржан деп шығады да. Бізде телевизорлар қосыл, әр бөлмеде телевизор болатын да, былай айтайын. Сағат 8-де хабар көріледі, 8:30-да бітеді. 9-да орысшасы қаралады, 9:30-да бітеді. 10-да время басталады, 10:30-да бітеді. Одан кейін вести басталады. Барлығын ба? Бүкіл тек жаңалық видео. Хочешь, не хочешь, миыңа информация кіре береді. Сен әр жерде жүріп миыңа информация. 11-ден кейін барып, Washington Times, French Times, РБК, 12-лерде барып, мамам үф деп бір сериалды қосуы мүмкін, и то ол кезде National Geographic тұрады. Эти земли были деген жаңалықтар көріп отырасың. Сондай да, уборныйға кіріп қалсаң бір кітап. Ана бөлмеге барсаң Шыңғыс Айтматов, ана бөлмеге барсаң Анна Каренина деген сияқты. Аняқа барсаң мынандай. Бірақ сіз ондайдан қызығушыңыз жоқ ондай. Мен андай ғой, қайтып айтсам екен, ол кісілер у меня в генах. Менде ген да. Мен оқымаймын, бірақ мен білем. Мен білем солай. Оқымаймын, білем деген бірақ қалай? Сол естуіңізбен? Естуім бар, нем бар. Жансон, не знаю, мен любой форматта сөйлесе беремін мен. Ол себебі ана кісілердің қасында кішкентайдан ана бір нәрсе, ана әңгіме, ана кітабын оқып отқан кезде есту, газет оқу. Просто сіңе берген ба? Сіңе береді. Мен мектепте де сондай болады. Мен апайдың айтқанын өзіне айтып беретін, одан күшті қылып. Мен оқымаймын. Блин, ол жақсы нәрсе негізі. Мен тарих сабағынан шығаратын балдар оқымағандар, брат, уақыт созшы дейді. Тақтаға шығып ұрып тұра бересің ғой. Созып, осылай, мен мектепте де оқығанымда да осылай болды. Значит, памятіңіз жақсы болды ғой. Просто мынаяқтан. Менде қазір киноға түскенде де, неге түскен кезде де. Мен қазір, қайтып айтсам екен, мен бір қараймын тексті. И өзіңізге жасауыз. Мен по тексту жүре алмаймын. Болды, маған обстановканы түсіндіріп беріңдерші. Сол. Мен даже ол жұмыста да, лай жұмыста да, КВН-де де, мынандай кезде де, кинода да, сериалда да, мен концерт жүргізсем де, не қылсам да, мен оқи алмаймын текст. Сутьті түсін оласыз. Сутьті, маған даже концерт кезінде айтам, маған келіңдерші, не қазір, кімнен кейін кім шығады, бүгінгі қозғалып жатқан тақырып не? Болды. Ол енді жақсы ғой, бірақ ондай нәрсе миыңызда қалып қойса. Ол да бір скиллдің бір түрі ғой, сверхспособность. Скилл деген не ол? Функцияның апгрейдтің бір түрі деген сөз. Сверхспособность ғой. Скилл, жаттап алдым. Неде, жұбайыңыздан айтсаңыз түсіндіріп береді. Green флагты, red флагты зорға жаттап алдым. Скилл. 25 теңгеге қай жылдар түстіңіз? Қалай ол ұсыныс түсті? Сізге жазылған дедіңіз ғой? Ол кезде біз енді КВН-мен енді мощ болып тұрған кез. Нешінші жылдар? 2008. Шымғаламен. Шымғалада бір ойнадыңыз? Шымғалада ойнап жүрген кезде. Бірақ көбінесе сізді Шымғаламен АС-дан таниды. Ол кездерде енді эфир болмайтын ғой. Мен Алматыда бізде эфир болмайтын. Даже Шымкенттің ойындарын көбісінде эфир болмайтын. Болса да ол кезде YouTube, Instagram, TikTok жоқтығын. Біз әр бетімізді бүйтіп таныттық қой, әр адамға, әр аудан, әр не деген сияқты. Кейін осы КВН-мен танылдық. И Шымғаламен ойнап жүріп 2008 жылы, мен есімде 2009-да мен КВН-ді тоқтаттым, высший лигада несправедливый бір ойын болған кезде. Немене ойын ол несправедливый? Құлсары чемпион болған кезде. 2009 ғой. 2009 ғой. Сіздер екінші орын алғанда, АСА-мен. Жоқ, Шымғаламен. Шымғаламен ба? Құлсары ойнайды енді. 1-8-де ұшып кеткен команда каким-то образом финалға шығады. СМС голосование деген нәрсе болған ғой кезде. Да вы что, сондай болған ба Жайдарманда? Өтірікті, СМС голосование болады деп қайттан команда алынады да. 1-4-тен.
Иә, полуфиналда ұшып кеткен команда ғой. Полуфиналда. Финалға келіп тұрды, СМС голосование болды деп. Ол кезде кім еді финалда? Ол кезде, Қызылорда қанаттар, Арманилар, Тараз. Борялар, Тараз, Құлсары, Ишімқала. 4 команда. 4 команда. Енді мына жерде енді жігіттер не ғой, болған өтіп кеткен бұл андай бір шашу не емес, как емес болған нәрсе. Қанаттан да любойынан сұрасаң, енді жігіттер мойындадық, команда ретінде мойындадық, Шымқала чемпионымыз. Болады ғой, зал мойындайтын кез. Мына мысалы соңғы қандай красавчик біздің Спартан балдары. 2 алған кезде мойында жіберді ғой халық. То, что бір еді ғой негізі біздің жігіттер, Даниярлар. Тура сондай ситуация. Құлсар қуанбайды. Қызылордадағы қанаттар келеді, міне Құлсарын көзінше құттықтайды қанаттар. Нұркен біз мойындадық бүгінде. Арманилар шығады, Борялар, Конгресс холдың задней несінде құттықтайды, да. Құлсарын қолында бірінші орын кубок, бірақ қуанбайды. Сонда әлі мойындамадыңыз ба сонда? Ешкім әлі мойындамады. Ой, оны өлгенше мойындамай кетем ғой. Ну реально ғой. Олар жас еще сіздерден, не көп көрім? Иә. Енді приветствияда андай болатын ғой, приветствияда 5 минут беріледі, соның 7 минутын билейтін еді ғой. Сондай. Жаным парасат, қанай, жерім үшін. Жоқ, ол жамандар неғаған емес, мықты команда. Окей, сосын. Содан кейін басталды ма 25 теңге? Иә. Сіз содан кейін қойдыңыз ғой? Мен қатты қапа болып кеткем КВНге. Андай ойындар арасы 1-2 ай ма еді? Иә. Так же. Бір жылда ойналады. Иә, бір жылдың ішінде бір сезон. Сондай болатын да. И обидно. Иә, обидно да. Банкет деген болды ма? Болатын беді ол кезде банкет. Жоқ, жаным-ау, біз ол кезде бір пирожкимен келіп, сол күні қайтып кететін кездер ғой. Автобуспен бізде мынандай болатын. Алматыда АХБК-да ойнайтын кезде. Автобуспен шығамыз. Сол күні түсеміз ғой, КВН болатын күні түсеміз азанда. Алматыдан Астанаға еще, иә? Жетте, мысалы, Алматыға келсек, Шымкенттен автобуспен. Сайранда отырамыз, 11-ге дейін. Сөйтеміз де, сол жерде отырамыз да, біреулердің квартирасына барамыз. И то өзімізге енді марқұм Зұлқар мырза жер айтып бармасын, сол кезде біздің жетекші болатын. Зұлқар мырза Техастыда Шуылдақтар деген команданың жетекшісі болатын. Өзіміздің жігіттер деген командамен бірінші командалар бірге ойнаған ағамыз. Бір бөлмелі квартираға барамыз, өрде басқа КВНщиктер чисто басымызды, бетімізді жуып алуға. Редактура болады, редактура өткеннен кейін қағанаттан сөрден жесек жедік бір нәрсені. Сөйтеміз де сахнада ойнаймыз да, вердикт соңғы решение шығуына шейін күте алмастан біз Сайранға автобусға жүгіріп, жолдан тоқтатып мініп Шымкентке кететіміз. Осылай болатынбыз. Бірақ сондай драйв, сондайдың арқасында... Сонда сіздердің финалдарыңыз Алматыда болды ма? Жоқ, ол премьер-лигада. Ал Астанадағы... Сіздер, кстати, оны айтып өту керек, сіздер 2 рет премьер-лиганың чемпионы болдыңыздар ғой, иә? 2 рет емес, 1 рет. 1 рет. Қай жылы? 2008-де. Өнер қырандары и біз қатар алдық чемпиондықта. Оның алдында 1 рет финалист болдыңыздар, иә? Иә. Ойбай, көп финалист болдық қой. Мен келерге дейін 2007-де Шымқалаға келерге дейін Нұрбол Айтолып. Сонда сізбен 2-ші орын алған кезде Нұрбол аға тоже ойнады ма? Жоқ. Ол кезде уже Нұрбол аға кетті, мен орнына мен кірдім. Сондай болды. 2008-де біз премьер-лигада өнер қырандары болды, Қанат. Ол ютубта бар ол ойын, көрсеңіздер. Иә. И 2009-да Вышкада жаңағыдай ситуация болады. Деді қойыршы. Айттыңыз ба Есен ағаға ренжі? Ой, конечно. Ол Есен ағаға да былайда. Нағаш. Мені жиен дейді, Атыраудан ғой, мен мамаларым Атыраудан ғой. И мен батыстың бәрін нағашы деймін. Нағаш. Ой, Есен аға мен история көп, жөні машин. Сол. И... Есен түсіп басла. Сөйтіп, қатты қапа болып 2009-да сахнадан кетіп, мен командамды әкетіп қалғам сахнадан, кубоктамай. Амаңдар мына кубок біздікі емес. Нет деп, зал, Шымкент, Нұркен, Шымкент. Кубокты әкеп тұр, алма кубокты. 2-ші орыннан кубок. Иә, алма, менікі емес. Есімде ол кезде Досымжан Таңатаров, Айнұр Тұрсынбаева, Мәди Манатбек жюриде отыратын.
тағы кім тағы бір екі адам болатын кәдімгі алма деп. Өнер адамдар емес, андай политиктар ма? Да, өнерде болатын. Айнұр Тұрсынбаева өнер еді ғой. Иә. Мәди Манатбек ол кезде ол фейс андай түрі кайф братан ғой. И кубокты алмай кетіп, сөйтіп сахнадан кетіп қалып, сол кезде Нұрлан Қойынбаев ағамыз келіп, Нұркен артына келіп, Нұркен сахнадан кеткен дұрыс емес. Аға, енді мен жылап, молодоймын ғой, на эмоциях. Аға, көріп тұрсыз ғой, несправедливо ғой. Қалай қарасаңызшы, залды қарасаңызшы дегеніміз. Нұркен, біз де Масляковтың лигасында қаншама жыл ойнап жүрік. Қаншама жыл біз бір достойный болдық. Бізге береміз деп тұрып бермеді, бірақ біз сахнадан кетпедік қой, Нұркен. Сахна мәдениеті бар, сахнаны сыйлау керек деп ақыл айтып тоқтатқаны бар. Жоқ ада, просто братан да, мен көрдіңіз да деп, мен ұратынмын балдарды. Мен Құлсарының бір екі баласын ұрғам сол кезде артында. Реально. Құтты болсын, братан деңіз. Коридор узкий еді ғой. Жабыстырғам долғы. Мен 2008-де де сондай случай болған. Алматыда премьер-лигада мына өнер қырандар, Әнуарлар, кімдер, Коко Жамбылар бір гримеркада болдық қой, олар да біледі. Сондай бір момент болған кезде, мен горячий едім. И солай болып, енді 2009-да КВН-ге қапа болдым. Содан кейін барып Шәкең сценарий жазды, Шапағат мырза. Ой, ол кісі монстр. Сіздер білмейсіздер ғой Шапағат мырза. Осы көстемесінің несінен байқадық. Танымай бастадық. Фильмінен кейін. Жоқ, ол фильммен баға бермеңіздер. Ол фильммен вердикт шығармаңыздар Шапағат жайлы. Осы жерде қысқа жайлы мен айтып кетейінші, мен всегда братанның сөзін сөйлеймін Шапағаттың. Ол Шапағаттың әкесі тоже журналист, жазушы кісі. Ол Мұқағали Мақатаевтың названный братишкасы болған. Қасында кәдімгі. Болады ғой, бір братишкалар қасында жүреді ғой. Ал мамасы Фариза Оңғарсынованың названная сестренкасы болған. Сөйтіп ол кісілер Мұқағали Мақатаев пен Фариза Оңғарсынованы қосам деп жүріп, екеуі қосылып кеткен. Бұл 5-ші класста кітап жазған адам Шапағат. Бұл кісі сценарист, бұл кісі 25 теңге сол кезде сценаристі, режиссері, бұл кісі қиял, мына жағы сондай адам. Бұл өте сондай отбасыдан шыққан азамат Шапағат мырза. И жаңа айтып жатсыз ғой, көстемесінің киносынан шығып баға беріп, оған баға беретін кино емес Шапағатқа, көстемесін. Жоқ, мен баға беруде емес, мен таныдым Шапағатты. Енді мен оған дейін қарамағам ғой, көрмегем эфирден деген. Ол кезде эфир жоқ қой, 2005-те. Сол Шапағат кім екенін, кісісін, вообще түрін. Сізді енді білдік қой, сіз проекттерде 25 теңгеден де. Сөйтіп, сіз сонда вообще қоям дедіңіз бе, Жайдарманды? Вообще сахнаға кетіп қалдым дедіңіз? Все болды, все, тоқтаттым. Мен өнерде... Есен аға айтқан шығар, кел, ойна деп. Айтпады ау, ол кісіге ол кезде енді ол үйтіп жақындайтын адам емес қой, енді ол кісі бүйтіп, қой кел деп. Менен де басқалар шығады. Не холодно, не жарко, жоқ, кетсең кеттің деген сияқты, наверное, решениеде болған шығар. Бірақ сол кезде есімде Алдик, ИК-дағы Алдиктің кен кеп айтқан, братан, сіздер сол 2009-да мен сахнада отқам КВН не қылатын кезде, мен сіз содан кейін кетіп қалып Шымкентте қалып кетпесе екен деп жүрген едім, братан, деп бір Алматыда бір киноның предпоказында көріп. Базар жоқ, 13 жасында сол финалды көріп отырған ба? Ол, сол сахнада отқан 2009-да, өзі айтып беріп отыр. Енді ол Алдиктің сөзі, мен білмеймін. Соны айтамын да, біз 13 жасында соны қарап жүр. И сөйтіп сценарий жазылады 25 теңгеге, сол 2009-да біз ол кезде уже дүркіреп тұрмыз КВН жағынан. Сөйтеміз де, маған главный герой мен болам, Бабник. Мен Нұркен Бабник болам, Шапағат ол неудачник боксер болады. Қайрат Түнтеков ол кезде суперстар KZ-пен хит болатқан кезде ол Шумахер болады. И Ералаш неудачник әнші болады. И сөйтіп 25 теңге жазылады, түсіріледі. Ол кино сол кездің мынандай фотоаппарат, камера емес, сапасы. Жоқтан бар жасау, Жайдарман студиясы, Шапағат солай командан қосып, жоқтан бар жасайық. $5-6 мың расход сондағысы. Оның $1,500 мен үйден батядан алып шыққан адам көмек. Папа, мен айтып отырмын ғой, мен за творчество жан питіп жүретін кез. Сөйтіп 25 теңгені саламыз, ол пиратский дискке шығады.
қой, базарға барсаң диск сатылады, ана жаққа барсаң, и сол кездің өзінде $90,000 жинаған ол кино. Бізде кинотеатрдан көрсетілмеген ол. Кәдімгі обычный проектор бар ма мынандай? Разрешениеміз жетпейді кинотеатрдың несіне. Біз кәдімгі полотно, ақ полотноны төсеп, біз соны проектордан көрсеткенбіз. Сөйтіп әр ауыл битіп жүріп, аралап жүріп көрсеттік. Өзіміз афиша жабыстырамыз. Біз КВН-де де сондай болатын еді ғой. Билетті де өздеріңіз сатып. Билетті де Бақберген Асанбаев кіреберісте билетке отыратын. Даже бұрынғы КВН киноныкінде де дуалдарға, столыптарға біз қолымызға дәу скотч түнде жаңбыр ма, не ма, қызық емес, абаламыз, сендер көше мына жаққа қарай, мен арғы бетіне өтеміз жігіттер дейміз да. Болды, бүкілі аяса бір күн жабыстырады, костюмісін жабыстырады, техас жабыстырады деген сияқты. Өзіміз жабыстырып, өзіміз сөйтіп не қылатынбыз. Негізі өмірде сондай ма едіңіз ол уақытта? Қандай? Бабник? Жоқ, ол мүлдем қарама-қайшы. Мүлдем, мен однолюб адаммын. Да? Мен жоқ. Сондаймын, не даст соврать, көріп отқан ағайындар. Бірақ сол андай рөлді вывезли. Жақсы ойнап бердіңіз ғой. Білмеймін, мен оны жақсы жаман деп өзіме. Жоқ, енді мен оценка бере аламын ғой, енді көрген адам ретінде. Мүмкін. Бабникқа ұқсайтындай ойнап бердіңіз. Да, сондай болды ма? Сол демекші енді қазір мінекей. Араға 17 жыл салып, қазір міне 25 теңге басты миссия деп мінекей өзім дебюттық генеральный продюсер болып отырмын өзім. Осы 25 теңгеде. Сол баяғы состав, Шапағат ойнайды, Түнтеков ойнайды. Дәл сол рөлде ме? Жоқ, Ералаш ойнамайды, өкінішке орай. Шапағат уже басқа болады. Мен енді мына жерде не болып кетпесін, спойлер болып кетпесін, Түнтеков, мен, Шапағат үшеуміз сол состав қосылып жиналады. 2026-ның осының құдай қаласа күз айында, сентябрь айында қалың көрерменге көрсетіледі, таратылады. Апрель айында бұйыртса, сәуір, қателеспесем, Шымкент қаласында съемка болады. Бізде мен Шымкент қаласында бүкіл команданы Алматыдан жинап Шымкентте ғана түсірем. Себебі Шымкентте де кино түсіруге болады. Шымкенттің де әдемі жерлері бар. Көстемесін Шымкентте түсірді. Мүмкін. Айта аласыз ба, тағы да кім, қандай жұлдызды актерлер болады? Гүлнар Сельбаева болады, құдай қаласа, сестер, привет. Юсуф Умаров болады. Ол Дагестаннан келетін. Дагис, брат, менің үлкен Юсуф Умаровты білетін шығарсыз. Сол Монғолиядан әртістер алынады бұйыртса. Ол жерде Бақытжан ағамыз болады, Перекресттықтағы. Ол жерде Қанай ойнайды. Қанай жақында ғана сүресіне ақ қойдық. Көп сол эпизод проходящиялардың өзінде, сол мен 2019-дан 26-ға дейін осы уақытқа дейін бірге түскен, істескен, мен олардың проектісіне барып бергем, олар менің проектісіме деген сияқты алыс беріс деген нәрселер болады. Сол сияқты барынша осы жұлдыздарды, әріптестерді жақсы бір ойнап бере алады, сол образына келеді-ау деген адамдардың барлығы бой көрсетеді. Не только спортсмендер де болады. Арман Оспанов бауырым менің, UFC деп, Асу бауырым, Бекзатпен де сөйлестік, Жанқош бауырым, солар біраз сол адамдар бой көрсетеді. Себебі енді андайды ойда отырдым да, мен отырмын. Өмірде де төбелесетін адамдар кинода да бір образға ойнап төбелессе халыққа кіреді деп ойлаймын ол нәрседе. Реально өмірде де төбелеседі ғой, мынау стенка на стенка, мына жақта Жанқош тұрар, мынау Арман Оспанов, Асу Алмабаевтар бүйтіп тұрып, допустим, төбелесіп қалған жағдайдың өзінде халыққа да кіреді да, они реально дерутся деген сияқты. Сондай момент. Бізде енді экшн комедия болады. Бұл екінші бөлімі деп айтуға келмейді? Жоқ. Вообще жалғасы емес. Екінші бөлімі түсірілген. Сол. Бірақ ол қатысы жоқ біріншіге. Себебі просто аты ғана алып, сол хитовать етіп отқан кезде істегенбіз. Бұл 25 теңге, бұл жалғасы десек те болатын шығар. Бірге қатты қатысы жоқ, қатты байланысы жоқ.
но аты қалады, бір-екі ішіндегі моменттер қалады, біз теңгені лақтыратын орел и решка деген сияқты актерлар сол қалады. И Но енді басқа жағдаймен, басқа сценариймен. иә, басқа сценарий, ол жерде енді бізде экшн комедия. Экшн көп болады. Қазір комедиямен уже онша күлдіре алмайсың, құр әшейін комедия, әшейін сөздермен. Сол себепті бұл жерде 3 машина жарылайын деп отыр, бұйыртса 3 машина жарып тастайын деп отырмыз. Исторический моменттері болады. Халыққа түсіндіру мақсатында не себепті бұл 25 теңге. И комедия, осында экшн, комедия болады бұйыртса. Уже читка өтті, команда жиналды. Ертең тағы екінші читка болады. Мен сіздердің шаткаст осы нелеріңізге шақырғандарыңызға рахмет. Өзім де тіленіп алдым бір жағынан, өзім де айттым. Мен ақыры Астанаға келдім, Нұржанчик бауырым. Келіп сіздердің осындай четкий кухняларыңызда отырып кетейін деп, отырып кетейін деп шақырғандарыңызға да рахмет. Этот генеральный продюсерсіз ғой, бірақ инвесторлармен жұмыс істеп жатсыздар, иә? Менің инвесторым Сұлтанбек деген мырза, менің компаньоным инвестор болғанда біз екеуміз бірге бизнесіміз бар, бірге істейміз. Бізде таксопарктар бар Қазақстан бойынша. Сол таксопарктермен бірге істесіп біз жүріп осылай шешімге келдік. Бізде енді таксопарктен бөлек тағы да бір-екі бизнестарымыз бар, құдай қаласа оны көре жатырсыздар. Соның табысынан мына жаққа құйдыңыздар, иә? Онда, можно сказать, компаньон. өз-өзіңізбен, компаньон, компаньон. Болды, жақсы, өте керемет. Соған құдай қаласа. Қанша уақыт болды подготовительный период осыған дейін? Біз жазылуы. Біз оны қазір айтам, 1,5 ай сценарий жаздық біз. Тауда жатып. Кім жазды? Дәнекер Оразбай, Абай Аязбай, жаңа санадағы ағаларымыз, Эльдар, өзіміздің Эльдар Жұмағалиев. Ол жас деген ініміз. Кім, екі адам болып ойнайтын еді ғой, екі бала болып ойнайтын. Павлодардың. Мен командалардың аттарын білмеймін. Шығады, түрлерін білемін. Екі егіз бала. Жоқ, егіз бала емес. Екі-ақ командада ойнайтын еді ғой, екеуі ғана болып ойнайтын команданың аты. В общем, топ берем. Сондай шығар. Болды. Шымкенттің ба? Шымкенттікі ма? Шымкенттің ба? Театрда ойнайтын бала ғой. Бәрекелді. Олжас, Шапағат, мен алтауымыз 1,5 ай қырылып жүріп, андай басында ойлаған біз ғой, неғұрлым адам көп болса, сценарий соғұрлым мощный болады. Возрастной әдейі үлкендерді, орташаларды, кішкентайларды таңдадық. Сол кезде бізде дискуссия болып, біз трендті де, андайды, жаңалықты да, ескіні де біз қамтимыз деген нәрсе болды. Сөйтсек қате екен. Аз адам болып жазған дұрыс екен. Жоқ, бұл жерде өкініш ешқандай несі жоқ. Просто айтып атқаным, поколениялар неше түрлі андай болады ғой енді. 1-ші класс, 5-ші класс, 10-ші класс деген сияқты болды да, сол кәдімгідей қосылып акасса бір-бірін түсінетін, бір-бірін білетін, тонкостарды білетін адамдармен сценарий жазу керек екен келесі кезекте, мен соны түсіндім. Но бірақ нормально жазылды. Жоқ, ешқандай не жоқ. Просто сол в процессе ғой, в процессе 1,5 айдың 4 аптасын біз андай қырылып, осындай қылайықпен өткіздік. Былайша айтқан кезде линиясын құраумен деген сияқты. Одан кейін енді қазір міне 1,5 ай болды, Алматы қаласында базируется етіп, команда жинап, бұйыртса біздің режиссер Дархан Саркенов мырза, командамыз осындайым жаман, даже мен анау бір іште сақтаймын, бір айтып жібересіз. Мен өріп қалам айтпасам, мен еркекше ана жерге барып өріп қалам айтпасам, мен іштегімді айтып жібермесем, айтып өлген кайфта, одан да подкастта болсын, неде болсын айтып кетемін дейсіз, осындай бір дұрыс емес қасиет. Көбіне жақпай қала беремін сол үшін. Сол сияқты ауқымды жоба қылғалы жатырмын шынымен. Барлығын сол Шымкентте бір айда түсіріп тастайын деп отырсыздар. Просто мынандай нәрсе ғой. Басында маған бюджет жиналды ғой. Айта аласыз ба қанша екенін? Айта аламын, 250 миллион деп қазір неғып отырмыз. Оның и то 50 миллион еще на форс-мажор. 300 миллионда кетейін деп тұр. Басында енді 17 жылдық арманымыз. 2009-да түсірілді. Сен 2009-да нешеде едің? Ой. Жоқ, реально. Мен нешеде? Қазір нешедесің? 11-де. 11-десің ба? Ойлашы, сен қазір 12, 11-де болдым. 11 дейікші, қазір сен 28-десің, иә? Қарада.
мен осы кино өтетініне бір уверенный деп айтпай ақ қояйын, бір құдайдың қолында ғой, осындай анализ арқылы келіп отырмын да. Сол кездегі 11-дегі бала 27-28-де да, ол барып көреді. А ол кездегі 28-дегі көрген бала қазір 40 нәрседе. И біздің разношерстный, біздің контингент келетін. Кішкентайы бар, ортаншысы бар, кәрісі бар. Мысалы, біреулер жаңағыдай клип теуіп кетіп, ары қарай киносы кетіп қалды, мысалы, Дариғалардың. Жиздухалардың ютубтағы проектісі болып, сериалы болып, одан кейін Жиздуха киносы ары қарай алып кетті. Әр киноның теуіп кетуіне бір какой-то трамплинчик болды ғой, дұрыс па? Менің трамплинчигім чисто сол, ойлап отырмын. Кешіріңіз, просто өше сал, суып тұрады да, қайтадан өше салсын потом. Просто уақыт берсең, аға. Ал біздің 25 теңге мына проекттің трамплинчигі ностальгия. Чисто ностальгия деп отырмын. Ну, рас, иә. Просто и Шымкент қаласында түсірейін деп жатқан себебім, жастар ресурстық орталығы бұйыртса мықты поддержка беріп отыр. Аманат партиясы бұйыртса, құдай қаласа деп отырмыз. Қалалық әкімшілік, ДВД ГАИ ағаларымызда поддержка бұйыртса болады деп отырмыз. Локация жағынан таршылық көрмейсіз. Себебі енді ол кезде де біздің бұл киноны көріп өскен жігіттер бізбен қатарластар болып жүр деп отыр. Шыға ма? Қашан шығады? Мысалы, даже ютубта, неде, инстаграмда аштық, лентаны тиктокта аштық. Әлгінгі деуір диалогтарын жазып жібереді 25 теңгедегі. Ағам армиядан келсін, айрам деген сияқты диалогтар жазылады. Одан бөлек ТТ деген. Ауди ТТ. Жаным ау, егерде мен сен жаным десем, сондай моменттер. Қаншама киноға, сериалға түстік, әлгінгі деуір. 25 теңге ғой дейді, менің ешқандай бір киноларымда айтылмайды, хотя одан сапасы қайда жоғары. Қайда осы 2020-да, 21-де шықты, 19-да шыққан кинолар айтылмайды. Демек, просто ол санадай жүректе қалып кеткен кино болып тұр ғой, значит, сол кезде. Почему? Любой адамда сұрақ болады ғой, неге сол кино солай қалып кетті естелік болып. Ал неге Ерлан аға түспейді? Біздің арамыздағы бір-екі моменттерге бола, сондай, я так решил. Ну, енді бер жандай ғой, хозяин барин дейді ғой, дұрыс па? Кім продюсер? Егерде басқа бір продюсер болса түсірмеді деген сияқты да. Бұл 25 теңге деген франшизаны, бұл 25 теңге деген атты, бұл барлығы Шапағат мырзаның атында еді ғой. Осы кісі сценарийін жазған. Шапағат мырза ойлап тапқан, Шапағат мырза түсірген, Шапағат мырза түскен. И авторский право құқықтың бәрі Шапағат мырзада еді. Осы киноға дейін мен осы 25 теңге деген мені сатып алдым. Енді 25 теңге атауы, франшизасы менікі толыққанды. Осы уақытқа дейін мен бургер, чикен ашқан болатын 25 теңге деп. Бір емес екеуі Шымкент қаласында. Мен таксопарк ашқан 25 теңге деген Қазақстан бойынша Яндекс таксопарк. Тоже мен просто ана атты осыған дайындап алып келдім осы киноға. Мына атау өліп қалмасыншы. 25 теңге бургері, 25 теңге мороженое, 25 теңге таксопарк, Нұркен 25 теңге, 25 теңге. И сол 17 жылдық арман тың келіп, мін құдай қаласа, құдайдың қалауымен, команданың арқасында, компаньонымның арқасында, и амбицияның арқасында, құдай қаласа жарық көреді деп отырмыз. Такой момент. Сіз ортасындағы, жаңа айттыңыз ғой, 6 жыл жоқ болып кеттім деп. Ол уақытта неге жоқ болып кеткеніңізді айта аласыз ба? Ашып айта алмаймын. Примерно айтайын, денсаулық. Денсаулық. Мен 6 жыл ауырдыңыз ба сонда? Мені қатты ұрып кеткен, жабылып балалар. И кішкене. Не үшін? Так получилось. Біздің Шымкентті білесіңдер ғой. Жоқ, ол по делу болды ма негізі? Жоқ, вообще не по делу. Танымайтын балалар? Мен ағайындардың сөзін сөйлеймін де ортаға тұрып қалып. Танымайтын адамдар. 8 баланың астында қалып кеттік. И кішкене мидан зақым алып дегендей, ол кезде сондай бір ситуация болды. Адам танымай қалып, кішкене. Қатты тұрып тастады ма сонда? Қатты контузия болып қалған менде. Қанша уақыт сонда больницада жаттыңыз? Больница емес, ол үйде де, арасында больницада да жату бар, арасында үйде де жату бар деген сияқты. 6 жыл просто все. Да вы что, 6 жыл полный восстановление кетті ма сонда? Мәссаған. Ол қатты зақым тиген. Степень андай өліп кетудің болды ма? Жақсын кеткен, қабырғасын кеткен деген сияқты ғой. Енді одан кейін ойласа, енді өзің туған балаң танымай жатқанда болды андай. Кім қаяқта не. Тура ана Афганистардың контузиясы бар ғой, отырып клин ұстап қалатын сондай момент болып қалған кездер ғой. Қалай қайтып келдіңіз?
старание. Жоқ, базар жоқ, ондайдан кейін оралу деген еще память келіп, еще андай, ну, получается, Да, игровойды тоже не потеряли же. ой, нет, память келу деген сияқты андай ғой, Құдай бір жағынан алып қойса, бір жағынан беріп қояды деген нәрсе бар ғой. Наоборот, басқа функцияларын, басқа қырларын да алып тастай салды ғой, ашып тастай салды ғой сол Қандай? ситуация. Память, ұмытпау, жаңағыдай жаттап алу, қалып кету, дук. Тағы көптеген функцияларды, мына мидың ішіндегі қыртыстағы функцияларды ашып тастады Құдай. Bir жағын алып қойды да, бір жағын ашып берді. Ал қазір одан ешқандай не жоқ, иә? Жоқ, ешқандай не жоқ. Жоқ, мазалайтын ештеңе жоқ, иә? Жоқ. Полностью восстановились, иә? Все. 6 жыл, ё-моё. Ну, 2014-тен 2019-ға шейін ғой. Сонда сіз қалай, қай уақытқа дейін сонда андай енді өмірден сәл түңіліп кеткен моменттар болған шығар, ол уақытта постоянно емделе берген соң. Конечно. Сол жаңа өзіңіз айтып тұрсыз ғой, что адам өз-өзін емдеп алу үшін ол енді официальный сөзі ғой, емнің жарты несі 50% победа ол самовнушениеден, да? Да. И ол момент сізге неше жылдан кейін, қанша уақыттан кейін келді деген ол нәрсе 2020-да келді, сөздің ашығы. Оған дейін до конца болдым ау деп жүрдіңіз ба не? Иә, болды все деген кезде түк жаңа қысып қалады, түк контузия қысып қалады, түк қандай ғой. Әдемі келатасың, жүк қысып қалады. Флешбектер кете береді ғой мида. Почему деген флешбектер. За что? Я же не виноват был деген нәрселер бар. Почему меня не вытащили пацаны сол кезде? Я же за вас стоял деген нәрсе. И мына 25 теңге негатив жинап. Иә, 25 теңге киноның өзінде де мен достық құндылықты көрсетемін. Достықтан мен сол кезде достарым мен сатып қандай тастап кетті да анау таяқ жеп жатқан жерге. А бұл кинода мен сол нәрсені көрсеткім келеді. Любой нәрсе дос решать етіп береді, мысалы. Даже за деньги не купишь дружбу деген сияқты нәрсені осы кинода көрсетіледі. Кейін барып киноны көргенде түсінесің. Осы кинодағы біраз айналамыздағы персонаждар бар. Мына әңгіменің бәрі түсініп отыр қазір. Кто, чего, как. Керек адам өзі тыңдап отыр. Мына әңгіменің бәрін өзі түсініп алады маған қазір. Керек адамдар. Ну, бір жағынан рас сөйтіп айтады ғой. Жай әңгіме болсын, іс болсын, өз ортаңнан шығады ғой. Конечно. Алыстан ешкім айтпайды ғой. Ой, жау алыстан келмейді деген сияқты. Иә. И сонымен Құдай қаласа. Да, короче, не негативим, все, давайте. Мен жек көремін, өзім басында айтайын деген едім. Жылау бір нәрсе, ана подкастта да. Жоқ, мен жылада емес та, просто сіз адам көргеннен кейін болашақ адамға андай, мынау жақсы түйінді сіз айтып өткен, маған сол ұнады. Например, сіз жаңа айттыңыз ғой, адам өз-өзін емделеді, когда ол өзінің самовнушениесін түзеп алғанда деген. Ол түйін ғой, адамдарға просто ертеңінде ол қалай айтсам, теория түрінде айтыру үйреніп алады ғой. Зачем оны барлығын практикада көріп сіз сияқты мысалы таяқ жеп 6 жыл жату, зачем оны? Можно же оны избежать дегенім ғой. Да. Я просто мен жаңағы айтпағым, жаңағы соңғы подкасттарда отырып алып, жаңағы мұңын айтып, мұңын шағып, еркектер жылап, деген нәрселер соны негативке емес, позитивке более деген темаға көшейікші деген айтқаным соған ғой. А так бәрін ештек. Блин, келесі вопросым, кажется, қайтан сондай қатысты. Давай, мен уже осыны позитивті жауап берем, ал кет. Давайте. Ну, енді сіз енді қалай айтсам болады, мен бағана соны сұрап келдім да, сіз енді жас кезіңізде де үйлендіңіз, 20 жасыңызда. Иә. И 37 жасыңызда. Иә. Сіз екі дәуірді де көрдіңіз да? А қазір андай Қазақстан андай да келіп отыр да, бұрын мен тіпті ал дейма бір нәрсе деген нәрсеге келіп отыр. Жоқ, мәселе одан емес, мәселе андайда да бұрын мысалы ерте үйленген дұрыс сияқты. Қоғамда как будто ерте үйленген осындай дұрыс болды да. А қазір больше андай отырып қалып жатқанда, үйленбей жатқанда көбейіп жатыр негізі. Мен бұл сұраққа қай возрастта үйленген дұрыс екен? Мен білесің ба, брат? Мен осы жерде былай айтайыншы, каждый өзі шешеді. Себеп ол менің ситуациямда осындай болды. Ерте үйленіп, ерте осылай болды. Қаншама адам бар ғой, мен сияқты үйленді да, но у них все барлығы жақсы болып, барлығы әлі күнге дейін тұрып жатыр. Бір момент. Екінші момент, осыншама жасқа келіп үйленді, и ары қарай тағы да не болып кетті деген сияқты здесь не прогадаешь. Бұл чисто өзіңнің сол кездегі жартыңмен түсінуі бір-біріңді деген сияқты бір көзқараста бол, бір линияда болуы ғана. Сол себепті берде толыққанды шешім жауапты ала алмайсың. Мен қазір бір жағын айтсам, бір жағым
деп Ну, тұрады. өзіңіздің жағыңызбен айтсаңыз қалай? Өзіміздің Өз жағымыз, көріп мен өткен көрген жолыңызбен. айтқаным, өз көргеніммен ол ерте үйленген дұрыс емес екен. Бірақ хотя менің әкем 20-сында үйленген. Әлі күнге дейін анаммен бірге осылай. Вот то же самое. Мен 20-мда үйлендім тоже. Но у меня ситуация такая. Видишь, ценности другие были. Вот ценности. Ценность, Ол құндылық кезде басқа. басқа Ол кезде болды. құндылық басқа. Ол кезде әлеуметтік желіде жоқ. Иә, қазіргідегідей андай коучтар жоқ қой. Иә. 4 рет ажырасып, мен сізге бақытты болуды үйретемін дегендер. Ол кезде қиыншылыққа, я думаю, әйел адамдар көп Төзіп шыдайтын. беретін, саған. Да, төтеп беретін, и еще сен күйеуіңді сүйреп өзі алып шығып беретін мамашкелер. Мысалы 90-шы жылдары любой андай өмір сүргендердің, мен білмеймін, енді бір 85% ішкен шығар. Бірақ любойның ата-анасын сұрасаң, ішті, мамам тұрды ғой. Енді олар шыдады деген сияқты ғой енді. Но енді ол жаман деп айтпаймын, ол ой дұрыс деп айтпаймын, конечно, но к тому, что соны айтып шыдатты ғой аналарымыз. Иә, қазір просто мынандай ғой, жаңа сол. Мынау соцсет шыққалы айтады ғой, адамдар үйтіп кетті. Ондай емес, андай да. Жаман нәрсені көп көреміз ғой. Мә, қазір заман не болып кетті деп айтып жатыр ғой, ше. Ол кезде де сондай заман болған. Просто біз көрмейтін да ол нәрсені. Не транслировали. Да, не транслировали. Мен енді, конечно, не люблю ол туралы айтуға андай, но андай бір хадис бар да. Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам, андай не Айша анамызға, Айша ана сен ең жас әйел болды ғой, көршінің үйіне барма деген. Иә, ол жаққа барамын. Ол сол кездің инстаграмы ғой, вот сол ғой, ол кезде, ол по идее, ол кезде енді кім барады, ол кезде ондай емес қой, ол бізге айтылған да негізі. И мен содан андай сабақты былай алса деп ойлаймын. Қазір мысалы біреудің өміріне қызығып, көбісі сен бізде неге олай жоқ дегеннен басталатын сияқты бәрі. Конечно. Реально ол қазірде қарап отырады. Мен де даже не то что әйелдер емес, өзіміз қызығып кетеміз ғой. Айтшы, признайся. Инстаграм ашып отырсың да, ё-моё. Тек күшті жақтарын, тек әдемі жеген тамағын, тек деген сияқты нәрсені салынып болғаннан кейін сен хочешь не хочешь, ана періште алтын көрсе жолдан таяды деген сияқты біздің неміз бар ғой, жаңағы хачунчиктеріміз бар ғой, іштегі жаңағы кедей бай болсам дейді, бай құдай болсам дейді деген сияқты нәрсе ғой. Сол ғана. Ол просто жаңа соцсеттегі тема. Ал біреулер бар, не все такие, біреулер бар, которые ешкіммен соперничество, соревнование, онда еш нәрсе жоқ, он болды, ол өзіне осылай шешім қабылдап қойған, и солардың өмірі кайф негізі. Да? Соған келіп жатырмыз, жай мен өзім лично деп айтайын. Жоқ, сізде сонда не үшін болды? Не ол? Екі жаққа кету. Сол жаңа ауырып қалған кездегі момент қой. Ауырып қалды, все, адам болмайды. Оған да, по идее, негізі бір уақытта ренжіген уақытыңызда болды. Конечно, ренжідім, одан кейін бірақ қазір жоқ. Қазір екі баламның анасы, бақытты болсын. Кездесесіздер, сөйлесесіздер, барлығы нормально. Жоқ, я кездеспейміз, бірақ сөйлескенде жаңағыдай да балдарға қатысты нәрсе. Не знаю, кішкене ақша керек, болмаса осындай нәрсе керек, былай болып отыр. Чисто балдарға қатысты. Ну, онда әйтір ешкім ренжімесе болды. Иә, менің қазіргі келіншегіме де мыңда бір шүкір рахмет, екі баламмен не деген общение, бір-бірін жақсы. Подождите, сонда сіздің балаларыңыз қазіргі келіншегіңізден қанша жас? 4 жас үлкен ғой. Үлкен балам, келіншегімнен 4 жас кіші. Қалай? Әкем есті. Бағана басындағы әңгімеге оралған кездегі ғой. Қалай? Аным қатын қай жылы деген осы жерде ғой. 4 жас. Мен осы жерде де айтып бере салайыншы саған. Бұл негізі Арман елдерінде подкастында осы жерге хит болып кетті. Ұзату той болады. Мен дружкамен тұрым. И келіншегім, соответственно, дружка қызбен тұр. Ұзату тойдан қызды алып келеміз. Мен үлкен балам 14-те, кіші балам 13-те. Сөйтіп үйге келеміз, ана адыраспан, енді стандартный не бар ғой, процедура, майтамыз ғой, ана үйге кетіп баратыр да, и мен үлкен балам дружка қызға келіп, сен не жүрсің дейді да. Жында, сен не жүрсің? Папам ғой үйленіп жатқан дейді да. Как бұл танисың десем, домбыраға, кружокқа бірге қатысамыз дейді. Қалай? Сен не жүрсің десем, папам ғой үйленіп жатқан дейді. Ол кісі қалай атайды қазіргі сіздің жұбайыңызды? Ұлыңыз? Женше дейді. Женше дейді. Женге, женше. Ол по-любому мама дей алмайды. Мамасы бар ол кісінің. Мен де өзімде солай.
Ну тіл табысады барлығы нормально. Ойбай. Подружка ма? Иә, үшеуі Counter Strike ойнап отырады. PlayStation'ге тастап кетесің да, короче, 4 теңге бересің да, 1 сағат, 2 сағаттық сетканы аласың да, бір сушняк, үшеуі кәдімгідей футбол, не деп ойнады, реально. Бересің да, 5 теңге бересің да, так, үшеуің PlayStation ойнай тұрып, бірбесің да, мына жақта жолаушылар кеттік. Үлкен отырыстарда отырамыз. Өте ыңғайлы екен. Өте выгодно екен десе. Базар жоқ. Ну, нормально онда. Ой, ондай историялар өте көп, кәдімгі шок боласың. Бір кайф жер да келіншегіңе бүйтесің. Қара Айдаһар десең бүйтеді да. Жаным, кошканерім, кошканер. Масканерім, масканер, кошканер. Жақсы көремін. Блин, жақсы онда. Сіз жаңа айтып отырдыңыз ғой басында, жайдарман көрмейін дедіңіз ғой. Иә. Ол неге? Ішім пысып кетеді. Бұрыннан ба уже сол қойғаннан бастап па? Иә, вообще көрмеймін. Или қойғанға дейін де болды мұндай? Жоқ, қойғанға дейін сен сол темадасың ғой, саған қызық қой, соперник қалай ойнайды, редактурада қалай болар, шуткалары қандай, так, олар мынандай әзілі. Ойнамасын, көріп қоймасын біздің шуткаларды. Получается қойғаннан кейін, да? Интерес та кетті? Интерес та бәрі де кетті. Мен қазір тиктоктан нарезка болып шығып қала береді ғой. Неде? Шынымды айтамын, жандерім, бұл менсінбей неде емес. Мен түрді білем, мен андай скрин жасап аламын да, түрді атты, нені, менде тарихын, команда вообще жоқ. атауын да тағын. Иә. Бірақ қазір мысалы неше түрлі мықтылар. Маған ұнайтын толық біздің Шымкенттегі ой, Ақбұлақ. Ақбұлақ па? Ермандар ма? Ермандардан кайф ұстаймын. Оған дейін мен Нұрстан кім бар ғой, анау Үсен, Марат екеуі кайф болатын маған. Сосын кім еді? Ана үшеуі ойнайтын бар ғой, 3 балаға. Бір бәле деп ойлаңдар. Жуал ма? Солар кайф ұстайтын. Сендер есімде көк формада болатынсыңдар, иә? Көк төбелерің. Ақ лампаспен. Да, сондай болатын. И маған анау ұнайтын. Зертас есіме түсті, тұрып алып, ана мұжан. Нұрлыбек. Иә, осылай да. Бірақ кәдімдей барып, көріп, мен барғанда мен шынымды айтайын, сотқа шықпай отырамын. Сол. Бірақ өздеріңіз түлектер кезінде ойнадыңыздар ғой бірақ. Ойбай, ол ойынға жатпайды, ол өз-өзін көміп тастауға жатады ғой. Неге олай шықтыңыздар енді? Мен, мына историяны айтып берейін ба? Мен просто... Албасты Арманидың кесірі ғой бұл. Мен Айсаға айтқам. Керек емес деп. Чатта да бар. Біз мықты болып, бабында болып ойнап жүрген кездің өзінде өтіп атқанымыз шамалы еді жігіттер деді. Жо, реально ғой, мен чатқа да жазғам, жігіттер қойындар. Сейтжандар енді, мен осы жерді айтып берем саған. Сейтжан братан болған оқиғасын. Сөйтеміз Алматы, мен ол кезде Алматыда жүрем. 2019 ғой, қателеспесем. Иә, 2019. Иә, чат бар, не ойнаймыз дейді, ойнамайым, мен ойнамайым деймін, ойнамайым. Сіз жаңа аурудан шығып жатсыз, иә? Иә, мен ол кезде вабанкке түсіріп, уже Алматыдан сәл нормально ойнамайым жігіттер деймін, өтпейміз ертең. Кәдімгі ана құдай тамақ болады ана ойын деймін ғой, кәдімгі реально ас беріліп жатқан тамақ болады ана ойын деймін ғой, реально. Армани қоймайды Албасты. Ностальгия ғой, қойсын өркен. Ойнайық та, баяғыны еске алып, анау. И Аяса енді 10 қанша жыл сахнаға шықпаған ғой. Иә. Шықтық та, ойбай. Мен соңғы 4 чуткаға шықпай қойдым ғой. Аллар потеря. Айтып берейін да, олай болады. Мен сахнада көрсеңдер андай деп жүріп ойнадым. Короче, былай болады. Билеп шығамыз, мынаяқтан төртеуміз, Арслан, Сейтжан. Неше күн дайындалдыңыздар? Мен 2 күн қалған кезде келдім. Олар ойбай формал дайындалған ғой. Айса, кет. Тоқта, бір минут. Айса чаты бардың да. Кіз. Мін Айса чаты да, айты көрсетейін да. Түлектер кездесуі. И сөйтіп,
мына жақтан 4 адам болып шығамыз, дүк, мына жақтан 4-еу бірдей болып билеу, андай шахматный там дарам папа билеп жүдік деп тұрамыз да. И Сейтжан братан ортада тұрып: ассалаумағалейкум Алматы, алдарыңызда АСА КВН командасы. Біз осыдан 12 жыл алдын сахнаға шыққан болатынбыз. Бізді естен шығарсаңыздар, біздің баяғы 2 әзіл деу керек қой. 3 әзіл деп. 3 әзіл ма деу керек қой. Нана деді да. Мен Сейтжан қасында тұрмын ғой. Деп жанып кетті Сейтжан. Сөзін ұмытып қалды. Жанып кетті да, мен қасында тұрмын ғой. Маған бүйтіп қарайды ғой, кәдімгі камераға қарайшы бүйтеді ғой. Көз сәл қызарып кеткен да, ана давлениядан көз қызарып кеткен, дүшік деп келді да. Көзінде андай көмектесші жазылды ғой кәдімгі, сос деп шықты ғой кәдімгі. Құтқаршы Нұркен деді ғой, мен де айуан ғой. Бүйтем ғой, қарап тұрдым да. Микрофонға бүйтем ғой, түсінем деймін ғой. Айтпайым деймін ғой, зал, түсініп қойды, зал, бұрғы деді да, бүйтем ғой, Сейтжан андай. Дейді мен бүйтем ғой, ассалаумағалейкум Алматы, алдарыңызда деп отырсам, ассалаумағалейкум Алматы деді, мен текстін қайтадан айтып береді. Сол кезден бастап шіру басталды ғой енді. Үйтіп, андай КВНщиктермен тілімен айтқанда ірің болды ғой анау жігерін. Сөйтеміз да, общий 9 шутка. Общий 9 шутка. Соңғысы почти домашка. Ана Есен аға бәрі отыратын. Сол ойыннан кейін есіңде ма? Ана Нұрстан бүйтіп өтіп баратады да. Рашка, сен қолыңа симайды. Мен саған көмектесейін деп бірге кетіп қалам ғой. Ол жоқ қой, мен сахнадан кету сөзі сол болды ғой. Өзің кетіп. Сен қолыңа симайды жүр дейін да, сахнаның артына кетіп қалам да. И одан кейін тағы шутка бар тұғын. Мен добивка беру керекпін. Бүйтеді ғой, шық дейді ғой, мен бүйтем ғой. Айттым мен сендерге өтпейміз деп. Шолды шықпайым мен деймін ғой. Аналар аяса жанып кеткен ғой. Добивка менде қойым бәрі. Нұркен дейді ғой, Мейіржандар, Нұркен деп бүйтем ғой. Шықпаймын. Айттық қой ірейміз деп. Шықпаймын. Бәсе анарды мен түсінбедім, қалай ой. Бас жоқ, аяқ жоқ, ешнәрсе жоқ қой, себебі мен 3 шуткаға шықпай қойдым. Просто басыңыздан тарта, типа, брачка бір деген, сіз тұрасыз андай, типа, пошел деген сияқты. Жарайды, артыңнан барайын деп кетіп қалды. Мен ойладым, қалай, не үшін сонда, зачем қуып жерді сонда. Сол ғой, мен оны Нұрстанға бүйттім. Короче, бір бәле ерегіспе, орнына тұр, бір бәле кетіп баранаға. Тоқташ, сен қолыңа көп зат сыймайтын сияқты жүр деймін ғой. Сливаться. Аналардың түрін еще андай ғой. Байқұс жаным ашы кетті. Мен сахнаға ғой. Сахнаға шығып алғанда, мен білмейді ғой мені шықпайтынды. Бір бәле дейді да, мен да деу керекпін ғой, жоқпын да. Артқа қарайды да. Дейді ғой, бүйтем ғой. Пашу, шықпаймын деймін. Айттым мен сендерге деп. Халықтан кешірім сұрайтын ойын ғой, кәдімгі зерлеп отырып. Шаны Японияда бүйтіп басы кешірім сұрайды ғой. Халқым Айсаның атынан кешіріңіздерші осындай ірің ойын көрсеткенімізге. Бірақ мен айттым өз. Банкетте қалай болды потом? Құрдастар басқа. Ойбай! Олар күлемады. Кеша күлетін еді маған. Себебі Кеша шықты да, Кеша да өткен жоқ, ешкім өткен жоқ қой. Мен бүйтем ғой, Кеша өкініп жатсың ба, бізге шығып бергеніңе деймін ғой. Жоқ, неге дейді, қойшы деймін ғой. Есен аға да өтпеді, Кеша да дұрыстан да кәдімгі. Негізі жалпы сол жерде эфирдан бүйтіп аясан қырып тастаса керек болды. Сол кезде может өтермеді. Сол біраз ойыннан кейін 10 жылдан кейін келіп, қайттан шықпай кеткен бірақ ойын сол болды ма сонда? Иә. Мен 2009-да КВНді қойып, 2014-те бір шыққанымыз бар, ана әзіл бар еді ғой. Асатасынан жеңгесі кім, женшесі білмеймін, женшесі пирожки деген бір шыққан бір әзіл болатын. Бір командаға шығып бердіңіз ба? Аталар ағалар ма? Проектке ма? Проект болған сол кезде. Жазда, иә. Иә, 2014-те сол кезде бір шыққанымыз бар. Есен аға мас деген бір ойын бар еді. Тоже 2015 ба? Біз Аязбаев екеуміз ойнаймыз ғой, типа Есен аға мас болып үйіне кеп тұр деген сияқты бір сахна қойып, бір жақсы өткен ойын болатын болды. Содан кейін маза жоқ.
Жаңа вабанк дедіңіз ғой. Иә. Вабанк қалай болды сізге? Мен өмірде бір рахмет КВНщиктар ғой ортада. Иә, Утев қой, Утев Алиш бауырым ғой. Ол сол заманнан бірге КВН ойнап болады ғой, адам ретінде бір-бірін жақсы көресің ғой. Сондай сияқты Алиш мен Алишті біздің арамыз сондай кайф. Мен жаңа, опять же повторюсь, мен 6 жыл ауырып, уже ақшада таппайсың, ауырып қалғасын, үйде жатқасын, папа сөзін ашық үйден қуып жіберген кез кетші көзге күйік та, енді 30-ға келген мужик үйде жатыр, ауырып немен. И сол моментте мен уже бол таксист болам, или бір жерде методист болам дедім, анау спортзалда ашып жауып тұратын деген сияқты. Болды, қол түсіп кетті. Мен бала-шағаға не то что не чупа-чупс аламайтын кезі ғой, штучный темекі аламайтын кездер ғой, короче. Ол сонда қалай қуып жерді, бар өмір сүр деген сияқты? Просто енді не үйде жата бересің деген сияқты. Көзіне күйік болып кеттім ғой, мен де сөйтер едім, сөзін ашығы ше. Енді біз творческий адамбыз ғой. Біз мысалы бір жерге әшейін бүйтіп жұмыс істей салайын десең, бәрі суретке түсіп жатады, танып жатады, мынағың жібермейді. Да тем более творческий адамға қамалып қалудың өзі жаман ғой. Оның бәрі ауыр тиіп жатыр. И сөйтемін да бір апта әр досының үйінде тұрып жүрем. 7-ші күні отырым, дворында отырым, желіде тұрады. Отырмын, тұрың, звонок келеді. Алло, Құралай Анарбекова. Осындай. Социальный сеть вообще жүргізбейсіз? Жоқсыз? Жоқпын, 1000 подписчигім бар деген сияқты ғой, өзді вообще андай. Жоқ, просто олар көбінесе қалай киноға бір жерден алып шығады ғой деген ғой. Просто өзі сұратқан ба? Оған дейін біз Алиш Қоянбаевтың несінде істеді ғой, сценарий андай болған кезде, мен Казмедияда айттым ғой, апада істеп жүрген момент, ол мені түнгі студияда жаңағы қасына соведущий қылып шақырғысы келіп, жаңағыдай, біздің общениеміз жаңағыдай, барсың ба, қаяқтасың, бір проектке тығайық та сені, барсың ба деген нәрсемен. И сөйтеді, Вабанк деген кино, Нұркен осындай. Кейін Алиш сондай, Нұркеш қалайсың, родной, жақсы ма? Я шүкір, зарядка берме, осындай бір проект кесі көріп тұрмын. Ойлаш, қаншама жыл 14-тен бері ойлады, дүң 6 жыл өтеді, 2019-да Құралай мен Алиш сөйтіп звондап тұр. Еще тот момент, когда үйден қуып жүрді, бір апта көшеде скитаться етіп жүрсің да, таксист болайын деп жатқам уже. Хедхантердан уже жұмыс істеп жүрген кездер ғой, іздеп. Да, я согласен дедім. Тегін берсең де баруға согласен болады ондай. Вот он шанс. Все, 2 күннен кейін кел, кастинг неден өтесін. Все хорошо. Досым үйіне барам, Сәкен осыны көріп отса. Көйлегін береді, джинсыйын береді, туфли береді, носки береді. Тек трусы болған. Тек трусы, удостоверение, зарядка и Samsung телефон. Мен үйге баруға намыс жоқ. Қуып жіберді ғой, киімдерім бар ғой, менде намыс жібермей тұр, үйге бар. Не бетіммен барам, үйден кеттім, қуып жіберді ғой. Сөйтем да, даже ол мені индрайверге салып жібереді, 10 000 теңге ма, бір нәрсесін төлеп, индрайверге салады. Шымкенттен Алматыға. Барам, сол киіммен бір ай жүрген шығар, менде ақша жоқ қой енді. Жуып қоям, жатар кезде. Кебет азында үтіктеп киіп шығып кете берем деген сияқты ғой. Келем кастингке өтем, Алиш болады, не болады. Кастинг менің роліма қарасам Очоу тұр, Олжас кім Жахан тұр, и Данияр Спартадағы үшеуі тұр, бір рөлге. И мен сөйлей бітеп қарайында Нұркен осы жер деймін ғой. Осы жерде құласаң болды, сен кешегі 2 күн алдын таксист болам деп отқан едің ғой, сен сондай боласың. Либо же бүкіл күш жігеріңді жинайсың да осы жерде, тұрып бересің осы жерде деп сөйледі. Ойнап берем да, и сол главный рөлге алады. Содан кейін мені айтады ғана, өмірде бір рахмет айтатын бір не болады ғой енді. Ол банально ғой, папаға рахмет, Құдайға рахмет, ол бірінші очередте деп. Мен рахмет айтатын адамдарым бар, ол Алиш, Құралай. Сол алып шыққан үшін, не? Оған дейін шапағат 25 теңге алып шыққан. Одан кейін менің компаньоным, бірге істеп жүрген інім, жаңағы еще жездем, Асан мен Сұлтанбек деген 2 кісі. Қазіргі неде. Осы рахмет айтатын определенный, әр жизненный периодта себепкер болды. Глобальный, прям осындай өзгеріс өмірге алып келген адамдар бар. Соларға мен рахмет. Содан кейін, получается, Вабанк енді
қат теппеді. Иә, өйткені енді Иә, Кореямен бір уақытта шығып, иә. Олай емес, ол орысша кино болып қалды ғой. Ал сол заманда именно қазақшаға больше оценка болып, орысша кинолар бүйтіп қалып баратқан кезі. Вот реально. Но бірақ сізге әйтеуір творчествоға оралғаныңызға шүкір деп жүрсіз, иә? Конечно, ол одан кейін неше түрлі проекттер шықты ғой. Содан кейін, соған қарап, иә? Иә, содан кейін «Моя большая казахская семья», «Пацанские истории» көп киноларға түсіп тастадық. YouTube проекттер, телеканалдар, Шымкент, Келінжан, Шымкент мен махаббатым. Көп көрім ақша тауа бастадыңыз ғой? Уже, иә, мен күнделікті бір күндік съемкам 10 мың теңгеден басталды ғой. Главный рольға солай түсе салдыңыз ба? Ана Вабанкқа? Жоқ, Вабанкқа есімде маған 500 мың берді. Сол кезде. Ну, айтып отырмын ғой. Ол жерде дело не в деньгах. Да, дело не в деньгах. По факту маған сол кезде берген сумма сондай болды. Бір аптаға ма 8 күндік рөлме. Но ол мені грязьдан, днодан шығарған нәрсе Вабанк болды мен үшін. Сол, все. Ол өтсін ол кино, өтпесін, қандай болсын, болмасын, мен Алиш пен Құралайға осы жерде мен респект деймін бұл. Ну, күшті, иә. Алып шығып, содан әйтеуір жарқырап жатырсыз. Молодцы, әйтеуір өзіңіздің кино түсіретін жағдайға жеттіңіз ғой қазір. Хотя ол енді біреу айтады, біреу айтпайды, но любой КВНщиктің миында сондай арман болады бала кезден бар ғой. Конечно. Ол мысалы сіз қанша армандадыңыз осындай өзіңіздің кино түсіргің келеді деген. Айта аласыз ба, қай уақыттан? Мүмкін 25 теңге түскеннен бастап ондай ой пайда болған шығар. Мысалы қара, 2009-да кино түсірілді да, сол кезде біздің Шапағат былай деген болатын. Біз білмедік қой, что киноиндустрия осылай болатын. Біз 2004 жылы Бандыны қуған Шнәпи, Айбек Пракаш дегендерді түсірдік қой 2003-2004-те. Сол кездегі вайндар, сол кездегі ситкомдар ғой. Сол кездегі сериалдар, сол кездегі бірінші комедия ғой. Қазір тілмен айтқанда. Иә. Бірінші комедия ғой сол кездегі Қазақстанда. Именно коммерческий осындай. Просто вопрос еще. Мен ана флешбэк пен ностальгияға кетіп. Айта беріңіз онда. Жоқ, сұрақ несі мен ана неден? Мен ананы айтқым келді. Енді мен өзім көрген соң жайдарманшылар, КВНщиктар деймін, но я думаю, кез келген андай арманы кино, иә, арман. Ол енді ну қалай айтсам болады, ол без ешкімге зияны жоқ хитрость. Иә, ол андай ғой, любой солдат генерал болсам деп армандайды. Иә, сіз мысалы площадка барасында андай ғой, еба, я же тоже могу так, тоже позаработать, тоже снять деген ой, қашан келді деген. Ол қазір міне жаңа линиядан кетіп қалдым ғой. Сол 2009-да түсіріп болғаннан кейін Шапағат датаво андай қыл, давай концерт берейік, 25 теңге болып дальше кетейік, мына продакшн. Көресіңдер ғой, кино дамиды, давай осы команда болып кетейік, кино түсірейік, жігіттер, кино түсірейік деп оған поддержка беретін. И біздің ауыз біршілігіміз болмай қалды сол кезде. Егер де дәл қазірдегідей, да, конечно, брат, давай, кеттік, мына фартанула, мына 25 теңге атып кетті, давай дальше дегенде, бәлкім қазір басқаша әңгіме, басқаша уровень, басқа, по-любому сондай болар еді да. И былайша келгенде 2010-нан бергі арманымыз ғой Шәкең. Это получается 16 жыл болыпты ғой. Енді қазір реализация келіп жатыр. Иә, и мен жаңағы ауырған период, анау 2019-да второе дыхание қатты түсірем Шәке деген. Шәке, давай сценарий жаза берейік, бұл сценарий мида о заманнан бар қазіргі мынау. Шәке, мен инвестор табамын. Шәке, мен өзім пробивной болатын сондай. Шәке кішкене қиял ғой. Братан, тауып берем, қазір қараңыз, вот деп, мен датаво осыдан бір 2 жыл алдын болды ғой деймін, 1,5 жыл алдын. Мен Шәкеңді Жезқазғаннан Шымкентке семьясымен көшіртіп алдым, ол кісі сояқта жүрген. Братан табам қарағыңда деп. Бір какой-то чуйка играла. Мен осындай рискке шейін бардым. Көрес қой, и мінекей Дыңқ Сұлтанбек деген компаньоным Жездем екеуміздің ойыңыз бір жерден шықты. Бір жерден шығып, сол 16 жылдық арманның бірінші қадамын бастап қойдық, енді екінші қадамына келе жатырмыз. Болды. Все, онда енді сәтті болсын проекті, табысты болсын, және адамға берері мол болсын. Енді сіз біраз нәрсені көргеннен кейін беретін тұстары да бар болады деп ойлаймын. Иә, дәл солай. Жай ғана күліп қайтпайтын комедия болады деп ойлаймын. Болмайды деп ойлаймын. Бізде енді традиционный не бар аяғында сұрақ қоятын. Енді тамамдадық қой. Иә. Болдық қой. Онда андай соңғы сұрағым бар да, топ 3 команда
жайдарман КВН аясында. Және Топыш жайдарманшы. И КВНчик дейсіз. Сіздерге КВНчик деген дұрыс сияқты. Иә, топта ол Техас КВН командасы. Көз тимесін, по-любому. И Шымқала. Өзіңіздің. Иә, өзім командам. Мен келерге дейін, мен келгеннен кейін де. Мен өзім бар деп мақтағаным емес, осы үшеу. Ал ойыншылардан ауыршы, шынымды айтайын ба? Себебі біздің кезде біз біреуге еліктеп өспедік қой. Мысалы, біз КВН ойнап жүрген кезде біреу болады, біреуге еліктеп КВН-ге келді, біреуге қарап КВН-ге келді. Біз еліктемедік. Біз сол линияны салдық та, сол себепті мен мықты КВН-шікті айта алмаймын. Өздеріңізден кейінді айтсаңызшы онда. Өзімізден кейінгілерді айтайын. Сізді андай күлдіртетін. Типа, в любом разе маған ана деп қарап отырғанын айтуын ойнағанына деген. Ерман. Айтайын, иә. Мен мынаяқтан көріп, просто типажы несін айт. Ерман дейін. Сосын қасындағы Ержан ба? Ержанна кайфстай одай. Айғалайтыны ма? Иә. Мәхмет дейтіндер салып беретіні ұнайды. И Мәссаған. Сен? Мен? Ну, мен выход из ситуации тапқан натуре айтам. Зато честно сказать. Солай да, білмеймін, жаңа да айттым ғой, көп шуткілер өте бермейді, көп шутке күле бермеймін. Не, Данияр Спарта, ты чё? Бәсе, бар екен ғой, Данияр, ол монстр, отморозок. Конечно. Да, и Ерман. И жаңа. Ержан. Ержан, иә. Болды. Молодцы, они тоже, да. Бұйырса олар ертең келеді. Олармен кеше қоштасты, нон-стопта. Чемпион ғой, бір жылда чемпион болған жастар. Кеше өтпей қалды дейді ғой, албастылар өтпей қалдыңдар ма? Өтпей қалдың. Сөйтіп артын жауа салдың ба, екеуі ойнап өтіп. Ну, өтпей қалды, неге айтамын, мен болдым. Өшірді айтайын, так что, құрметті жандерім, 25-тенге 2026 жылы ностальгия. Тағы да бір рет шығатын уақытын айтсаңызшы. 25 қыркүйек деп отырмыз. 2026 жыл 25-тенге ностальгия қайта оралады. Көңілдеріңізден шығамыз деп кәміл сенеміз. Шықпасақ, Құдай көмектессін. Болды. Все, рахмет сізге. Келгеніңізге рахмет, уақыт тауып бөлгеніңізге рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Дәм татпадыңыз ғой. Мен дәм татам ғой. Неге наннан үлкен ешкім жоқ қой. Потом енді тағы бір айтарым, енді жеңгеге сәлем айтыңыз. Замандасымыз. Бір очка жеңшеге десе. Ол кісімен жақсырақ әңгімелесетін сияқтымыз деген. Момент же. Жорстко ұстайсың же. Бір моментінде болғандар. Алып келем ғой. Қарап отырып андай. Тота. Деген сұрақтар көп болады. Қалай сонда деген сұрақтар өте көп болады, так что. Сіздерде андай предпоказдар болатын шығар енді, Астана, Алматы, по-любому Шымкент. Мүмкін сол кезде бір кездесерміз. Не вопрос. Оған дейін киноға шығарға дейір. Кешірім өтінемін. Әне суым кешті. Әкеңіз ұрысып жүрсе. Неге үйтіп тамақ жеп отырып сөйледің деп. Кино шығарға дейін міндет түрде біз әлі подкасттарда, неше түрлі прогревтерде боламыз. Маркетинг жағынан. Сол кезде мен наоборот сендерді Шымкентке шақырайын. Мүмкін Шымкентке кеп қалған кезде брачка жеңгеңнің қамырауқатын жеп, шайын ішіп отырып, сол жерде может біз подкаст жасаймыз. Болмаса біз осы жаққа келіп жеңгеңмен алып келіп таныстырам ғой. Бұйырса. Андай болады ғой бір. КВН-ның бір закрытый фестивальдер, черный юмор деген болады, жестко кетеді. Андай қақастап отыратын подкаст болады. Болды, бұйырсын, жақсы. Все, онда сізді осылай алыстамаңыз ешқайда. Байланыста болайын. Әйтеуір әлеуметтік жерден алыстамаңыз деген ғой. Өзіңізге ұнайтын нәрсемен айналысың. Сосын соңғы сұрақ қоя салайыншы. Жалпы әкеңізге ренжімейсіз бе? Ренжігем. Бір жарты жыл болды.
мен ақымақ екенмін ғой деп түсініп, ол кісілер де кішкентай болып қалады екен ғой. Оказывается, просто сіздікі дұрыс деп өзінікін істеп жүру керек екен ғой. Просто жана мысалы андай впечатление қалып қоюы мүмкін да көрермендерде үйден қуып жіберді дегеннен. Но ол сізге ол үйден қуып жібермесе анау болмаушы еді. Болмаушы еді. Иә, мен айтып отырмын ғой, ол кісі одан побаще нәрселерді істеген ол кісі. Ол вообще мен бертін айтып отырмын ғой, просто ол стержень беріп отырады да, оның енді советский адамдардың несі сондай ғой, закалять етеді солай. Ол жаман болсын демейді, любой әке баласын мықты болсын, өзіне мықты болса екен дейді. Просто ол кісінің тактикасы сондай. Иә, жақсы мен оны папа демеймін, мен көке ұрып өсір деген сияқты ғой. Иә, балаңды аясаң аяма деген ғой. Иә, так что мен ол кісіні кәдімгі бір переломный моменттер болады, бір нәрсе оказывается болады ғой, андай папаңа сәл жақындайтын, мамаңа бүйтетін деген сияқты нәрсені мен жарты жыл болды, и мен содан ләззат алып жүрмін. Иә, батямен кәдімгідей сообщениемен андай, иә, қалайсыз десең бүйтіп сурет жіберіп қойып, прикинь, сурет жібергені, сурет жібер. Біздің екеуміздің бүйтіп түскен өміріміздегі суретіміз қашан бар болды десей? Қашан? 24-те тойының алдында, и то фотограф бүйтіп тұрсаңыздар сана деген кезде екеуміз, қалай болады? Тұрасыңдар енді, бош деп өміріміздегі бірге түскен сурет сол. Ойлашы, 37 жылда. Айтып жатырмыз ғой, мен апам баласымын, ол кісі жаңағыдай мен бірінші ерке немере, мен апам қолында өскен, бұны братан сияқты көргем да мен. И содан кейін көке, яғни братан-братишка болып, кейін барып мен көке красавчик. Осылай. Блин, негізі ол да үлкен тақырып, негізі жарайды ол. Аша бермей ақ. Ондай боль көбісінде бар деген ғой, негізі үлкен бала атылып кетеді ғой сол. Ағасы сияқты қарап кету деген. Но маған өмірде негізі сондай адамдар больше ұнайды, которые тұйық, но ісімен дәлелдейтіндер ше. Чем сөзімен сөйлей беретіндер. Так что ондай адамдарды болғаны дұрыс көбірек. Иә, ол қазіргілер ғой, олар мықты поколение келеді просто. Да. Чем избалованный коучтар тыңдаған поколениядан көрі. Иә, ондай адамдар қиналған поколение келеді. Болды, онда әкеңізге сәлем айтыңыз. Ой, міндетті. Жеңгеге сәлем айтыңыз. Негізіңізге рахмет. Міндетті. Саған да рахмет. Шаткаст. Шайқадық.